Неге педофилизмнің болуы Алланың бар болуына дәлел? Неге? Кейбір нәрселердің саған мәжбүрлі түрде жүруі дейді, сені мақлуқ екенін білдіреді дейді. Демек сенің үстінде біреу бар екенін білдіреді дейді. Педофил жаман ба, жақсы ма? Не деп айтады ол? Жаман деп айтады. Қалай жаман? Құдайдан қорықпаған, ол вообще жамандық, жақсылық істеп жатырмын деп түсінбейді ғой ол. Енді сұрақ Айдархан. Алла Тағала бірдесе зиян беріп, бірдесе пайда бере ма? Иә. Мен бір алашықты көрмедім, прям атеист болғанша. TikTok'та қатты адамдар прямой эфирге кіріп діннен шығып кетіп жатыр ғой. Ақыл жоқ, сана жоқ. Соны айттым ғой, Алла Тағала жақсы көрді педофилдің болуын деп түсініп тұр да. Қорқады ғой, короче. Қолдаймын деген сөз айтуға ше. Түсініп тұрсың ба сен мені, Айдархан? Жоқ. Сен егер тарихты оқымаймын десең, сен итсің да. Шәкәрім айтады, мен вообще атеистер құда жоқ дейтіндерді түсінбеймін дейді, Шанақ кітабында айтады. Неге деген кезде? Мен енді түсініп отырмын, хотя талай рет естідім да сізден. Официально, ресми, офишал, любой мұсылманға қару берейін деп тұр, любой атеист. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, Мұсылман үні каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, қысқаша айтқанда, атеизм, және де осы тақырыпта Нұржан ұстазымызбен бірге Алланың бар екенін Құранды құжат етпей, және де хадисті құжат етпей, логикалық ойланатын кез келген адамға түсіндіріп беретіндей қысқаша түсінікті подкаст түсіру мақсатымыз. Және де көріп жатсыздар, қазір Нұржан ұстазға атеистер тарапынан педофилияны қолдау деген сияқты сондай бір жеті тарапы жоқ деп айтып жатыр. Соған байланысты Нұржан ұстаздың өзінің аузынан ол нәрсе не үшін өйтіп айтылғаны туралы сұрап анықтап білетін боламыз. Және де одан басқа да қызықты сұрақтар бүгін болатын болады. Әр адамның ішінде жүрген, айтқысы келіп жүрген сұрақтарды бүгін ұстазға қоятын боламыз. Алла разы болсын. Бүгін тарқатшы прям кейбір мұсылмандар бар. Неге Нұржан ұстаз, Нұржан Алланың бар болуына педофилдің болуы дәлел ет, неге айтты деп түсінбей жүр да. Соны енді сол прям неге түсінбей жүрген бүгін айтып берейік. Сол онда бірінші сұрақ содан бастайық та. Сіз алдында педофилдің болуы, ол Алланың болуы, Алланың қалауы деп айттыңыз. Осы нәрсені толық түсіндіріп беріңізші. Даже оны былай діннен алыс адамда, жақын адамның өзі де түсінбей қалуы мүмкін да. Шынымен де солай ма? Не үшін соғыс болып жатыр, не үшін ана болып жатыр деген сияқты бір сұраққа. Бұны Айдархан 3 частьқа бөліп берейінші саған. Бірінші часть неге педофилизм қозғалды. Екінші часть неге жалпы педофилдің болуы Алланың бар екеніне дәлел болады. Үшінші часть неге педофилизм Алланың қалауы. То есть неге қалады деген, үш часть. Бірінші частьқа келетін болсақ, неге педофилизм таңдалды сол. Біріншіден Айдархан ол жерде білесің ба, ол сен көрмедің ба видеоны? Көрдің ба, көрмедің ба? Жоқ, мен біразын көрдім негізі. Ол білесің ба, қай жерде өтіп жатқан? Ол семинар. Жоқ, семинар. Шәкірттерге кәдімгі арабша мәтін танитын, ақида пәнін оқып жатқан сол кісілерге, то есть осы кісілердің мамандары ғой, мамандар. Бұл негізі былай халықтың алдына шықпау керек еді негізі. Андай тақырып өте, мен соны айтайын дедім сізге. Иә да, ол негізі мамандардың алдында болып жатқан дүние. Прям таза мамандар, енді ол мамандар болғаннан кейін сен түсіндіресің да. Бұл бірінші. Неге педофилизм? То есть педофилизм сол моментте неге таңдалды деген кезде, өйткені сол уақытта пайғамбарымыз атеистердің тарапынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға педофил деген жала тағылып басты да. Болатты да. Ол сира мәселесінде. Иә, көп нәрсе болатты. Енді бәрі соған келіп тұрды да, бәрі. И сонымен анақта шәкірттерге түсіндіру барысында по ходу оның алдында педофилизм туралы біреу сұрады. Жауап бердім да. И анау жаман Алланың бар екенін ол атеистерге қалай дәлелдейсің деген кезде негізі логиканы түсіндіру мақсатында айтылып жатқан нәрсе ғой ол. Көп адамдар қабылдай алмайды оны. Иә, сол үшін негізі педофилизм мәселесі қозғалып кетті. Педофилизмді бірақ любой адам айтады ғой, харам деп, любой мұсылман. Мен де айтамын мұсылман деп. Ақылы есі тұрса адам оны болады деп айтпайды ғой. Мен білмеймін, енді ақылсыз адам болмаса. Оны біз болмайды деп тұрық. Енді екінші, мына мәселе, неге педофилизмнің болуы Алланың бар болуына дәлел? Мен айтпағым, және кім деген бір атеист, Нұржан деген ағаны көріп едім, бір атеист. Мен жаназамды шығармаңдар. Иә, көрдік. Сол жерге деді, ол кісіге сұрадым да. Атеистердің бір проблемасы, ең қорқатын жері,
мысалы мына болып жатқан жаман амалдар бар ғой бәрі. Неге болмайды десең жауап бермейді олар. Мысалы мен айтамын саған, неге адам өлтіруге болмайды? Айтасың, Алла харам деп ғой. айтады. Енді сен атеистке неге болмайды деп сұрашы. Неге деп айтады деп ойлайсың? Моральға келмейді ғой деп айтады. Болды, моральді қаяқтан алады? Ақылдан? Болды. То есть оның ақылы нені мораль деп табады, сол дұрыс болады. Нені мораль деп таппайды, ол дұрыс емес, дұрыс па? Болды, демек сол үкімді шығарады, ол құжат болып тұр, иә. Енді біреу келіп тұрып, мен ақылмен таптым, өлтіру бұл моральдан емес десе, әңгіме айта ала ма ол анаған? Екеуі спор болып қалады. Не жоқ спор болғанда, анау өзің ақылмен, менің ақылмен шығарыла, менікі дұрыс деп тұр ғой. Онда ол ақылмен шығаратын болғаннан кейін, басқа біреу тура сөйтіп ақылмен шығарса, ол не имеет права жоқ деп шығаруға. Либо оныкі қазір анау тұрып, сенікі дұрыс емес десе, ол өзінікін под сомнение келтіреді, потому что оныкі де тура сондай жолмен шыққан. Ананы шығарған сияқты да. То есть бір-бірінен келіседі да ол. Субъективность деген осы. То есть субъективность деген болмайды. Менің ақылым деген болмайды ол. Түсініп тұрсың? Сондықтан атеизм ол Құдайдан қорықпағаннан қорық деп Жүсіпбек Аймауытов атамыз өзінің бір пьеса ана ішіндегі романдарының ішінде айтады да, келтіреді сөзін. Құдайдан қорықпағаннан қорық деп сөз келтіреді да, айтпағым. Құдайдан қорықпаған ол вообще жамандық, жақсылық істеп жатырмын деп түсінбейді ғой ол. Неге қорық деді Құдайдан қорықпаған? Өйткені оған кісі өлтіру жаман емес. Оған басқа нәрсе жақсы емес. То есть өйткені жақсы мен жаман түсінікті не береді? Бізде мысалы жақсы мен жаман түсінікті не береді? Ислам береді, иә? Былай мынау істеме, мынау істе дейді. Оларға жақсы мен жаман түсінікті не береді? Сол ақыл ғана болып тұр ғой. Ақыл дегеніміз демек ол қазір біреу келіп тұрып, мен ақылмен таптым, бұл адам өлтіру жақсы десе, ол әңгіме айта ала ма оған? Айта алмай. Не имеет права. Егер әңгіме айтатын болса, сен ақылың дұрыс үкім шығармай тұр десе, онда үкімі ақылмен шығарып тұр ғой, автоматически өзінің үкімінде под сомнение қалдырады. Потому что ақылмен шығып тұрған үкімді ол дұрыс емес, ықтималдығы болу жағынан айтып тұр да, өзінікі де дұрыс емес болып қалады. Түсініп тұрсың? Иә. Енді неге педофилияның болу Алланың бар болуына дәлел деп айтылды ол жерде? Ол жерде негізі жақсылық пен жамандық та Алладан екенін мәселе ғой. Айдархан Абу Муайна Насафи деген ғалымыз айтады, мен де қазір алаштықтардың барлығының сөздерін келтіріп жатырмын, жақсылық та жамандық та Алладан екеніне еңбектерінен. Біздің алаштықтардың бәрі сол ақидада болғанда. Енді Абу Муайна Насафи айтады, негізі дейді, кейбір нәрселердің саған мәжбүрлі түрде жүруі дейді, сені мақлұқ екенін білдіреді дейді. Демек сенің үстінде біреу бар екенін білдіреді дейді. Неге деген кезде, енді қараш, сен кейбір мәселелерде мәжбүрлісің ба? Иә. Мәжбүрлісің, иә? Ішің ауырғанда, тамақ ішкен кезде, ұйықтаған кезде сен мысалы мәжбүрлі түрде ұйқыға кіресің. Ұйықтамай деп жүрсең де кіріп кетесің сен. Дұрыс па? Сен мәжбүрлі түрде оянасың. Жарайды, сен 2 күн ұйықта, 3 күн ұйықта, 4 күн ояна аласың сен бәрібір. Мәжбүрлі түрде оянасың. Имам Матурид айтады, мәжбүрлі түрде ұйқыға кіру Алланың бар екеніне дәлел дейді. Енді айтпағым, Абу Муайна Насафи деген өзінің Тафсиратул Адилля еңбегінде өйстіп айтады да, саған бір нәрсенің мәжбүрлі болуы, сен мәжбүрлі жүруі сені мақлұқ екенін көрсетеді. Неге? Өйткені сені мәжбүрледі десе, сен мәжбүрленгенсің, не ол мәжбүрленген деген сөз? Өзіңнің қалауынсыз сол нәрсені істейсің деген сияқты ма? Бұл қалай өзінің қалауынсыз? Демек сен біреу істетті ма? Вынужден деген істетті деген сөз ба? Иә. Істетті деген сөзбен біреу шығады. Ол кім ол деген сияқты? Ол біз соны Алла деп тұр. Енді разница жоқ. Сен әйтеуір деист болмасаң болды бізге. Сен исламды мойындайсың ба, мойындамайсың ба, бірінші сен Құдай бар екенін мойындатып алсақ болды да. Мен осыны айтқым келді. Біз жақсы көрмейтін жаман нәрселер бар ма дүниеде? Біз қаламаймыз оның болуын. Қаламаймыз. Мысалы, саған адам өлтіру қалайсың ба? Жоқ. Қаламайсың. Әлемде болмас екен дейсің ба? Болмас екен деймін. Кішкентай балалар өліп жатыр ма? Иә. Қалайсың? Сенің қалауың орындалып жатса, постоянно. Сен болатын еді ол кішкентай баланың өлуі. Сенің қалауың орындалып болмайтын еді, иә? Мен де соны айтып жатырмын. Егер менің қалауыма салатын болса, педофилизм болмайтын еді, жоқ қылатын едік біз педофилизмді. Бірақ оған қарамастан бар ма? Бар. Мәжбүрлі түрде сен принимать етіп тұрсың ба ол оқиғаны? Болып жатыр ма әлемде? Мен соны түсінікті айтқым келгені ғой. Белгілі түрде саған мәжбүрлі нәрсенің жүруі Алланың бар екенін білдіреді. Бірақ олар тұрды да ойлады, Алла Тағала педофилияны жаратады екен. Жақсылықты жамандықты Алладан. Біз мысалы бір кісі залымдық жасап жатса, зұлым бар ғой,
оны залым жасап жатыр ма, Алла жасап жатыр ма? Залым жасап жатыр. Оны Алла жасап жатыр. Бірақ неге залым жазаланады онда? Біз жазалаймыз ғой. Солай. Онда сұрақ қояды да, онда зачем оны анан жазалап жатыр, Алла отса? Ол залым ниет қылған, соны жасаймын деп. Ол ниет, то есть әдетте Алла Тағала мысалы біреу пышақпен барып, ниетпен барып соқса, адам өлетіндей қойған. Әдетте Алла Тағала соны жаратты, дұрыс па? Енді ол әдеттегі нәрсені біле тұра сол амалға баруы, оны как будто өлтірген амалына барды деп есептелінеді да. Бірақ негізі ол ниет қылды, оның күш-жігерінің бәрі соған жүріп бара алуы, пышақты ұстай алуы, бәрін құдіретті Алла беріп тұрды ана момент. Несіне байланысты? Ниетіне байланысты. Сондықтан да Алла, біз айтамыз, Алла жаратты дейміз. Қай тұрғысынан? Оны Шәкәрімді айтады. Алла жаратып береді деп. Оны Мәшһүр Жүсіпті айтады. Алла, оны мен саған айтайын, Ильяс Жансүгіровті айтады. Алла күш тұрғысынан жаратып береді оған дейді. Бірақ таңдау кімдікі болған, ол залымды жасайын деген. Өзімдікі болған. То есть Алла Тағала оның ниетіне қарай жасап берді дейді. Менің айтқым келгені осы болатын. Белгілі бір әлемде мәжбүрлі нәрселер бар, ол Алланың бар екенін көрсетеді. Неге? Өйткені сен мәжбүрсің, саған мәжбүрлі түрде жүргізіп жатыр. Бірақ мен айтқым келмеді, Алла Тағала жаман нәрселерді жаратқан кезде, мысалы, педофил болмаса басқа бір қылмыскер өзінің амалын жасай алып жатқан кезде күш қуатты кім беріп тұр оған? Алла беріп тұр, бірақ Алла таңдап тұр ма оны? Таңдап тұрған жоқ. Ол кім таңдап тұр? Залым таңдап тұр. Залым ол соны беріп тұр. Сол идея тұратын. Енді үшінші вопрос. Неге онда біз педофилизм ол Алланың қалауымен болып тұр деп айтамыз? Дұрыс па? Өткен тағдыр мәселесі шығар. Енді қалау десең, как будто жақсы көру да. Правильно? Мен айтамын ғой, сен не қалайсың десем? Сен нені таңдайсың сен? Нені жақсы көресің, нені сүйесің, дұрыс па? Енді Алла қалайды десек, Алла значит педофилдің болуын жақсы көріп тұр ма деген. Тоже қате терминдардың орнына түсінбеу мәселесі. Бізде мысалы ақида айтады, Алла қалайды деп айтамыз. Любой іс-әрекет орын алма, жаман болсын, жақсы болсын, қалайды деп айтамыз. Бірақ бұл қалау дегеніміз біздің түсініктегі қалау емес. Екеуінің разницасы неде? Мысалы, сен қалайсың жақсы нәрсені, сұрақ, не ол жақсы нәрсе? Бір зат күйінде болуы мүмкін. Міржақ Абдуллат айтады, жақсы нәрсе дегеніміз бұл бізге пайда беретін, өзіміз ұнататын, денемізге пайда беретін нәрсе. Имам Ғазали айтады, бізге пайда беретін. Көлік деген сияқты. Енді одан бір қандай ләззат бар ғой, соны, ал не ол жаман нәрсе? Саған қандай да бір зиян береді, соны, мысалы, кім мамасының өлуін жақсы көреді? Ешкім. Неге? Өйткені мамасының өлуінде өзінің жақсы көріп тұрған, рухани пайда алып тұрған нәрсесінің жоғалып кету ықтималдығы бар да. Дұрыс па? Сондықтан біз өлімді жек көреміз. Мамамның айтқан бізде жақсы көру деген нәрсе бізге пайда берумен және бізде жек көру деген мағына жаман көру. Бұл зиян берумен түсініледі да. Енді сұрақ, Айдархан. Алла Тағала бірдесе зиян беріп бірсе пайда бере ма? Аллаға бірсе зиян беріп бірсе пайда? Жоқ, Аллах Тағала береді. Жоқ, Аллаға бірсе зиян беріп бірсе пайда бере ма? Аллаға? Жоқ. Демек енді біз егер жақсы көру, жек көру деген мағына бізге пайда беру және зиян беру тұрғысынан түсініп тұрса, Аллаға қатысты қалады деген тура біздікіндей түсініле ма? Жоқ. Неге? Өйткені қалады деген сөз бізде пайда беру және зиян беру тұрғысынан түсініп тұр да. Аллаға қатысты бұл пайда беру деген, қалады деген сөз, оған ештеңе пайда бермейді, оған ештеңе зиян бермейді, оған бәрі іс-әрекет. Құрыстас әрекет бұл. Өйткені зиян пайда бермейді да. Ал енді біз Алла Тағала қалады деген кезде, сен демек оған не жақсы көреді деген нәрсені айтып тұрып па біз? Жоқ, өйткені ол жақсы көріп тұрған жоқ. Жақсы көру деген мағына болмайды. Алла Тағалаға қатысты пайда, өйткені жақсы көру деген пайда беру мағынасында түсінеді да ол. Түсініп тұрсың ба? Сондықтан да Алла Тағала не енді? Демек Алла қалады деген сөзіміз қандай да бір іс-әрекет орын алса, жақсы көрместен орын алса, значит Алла қалаған оны орын алу. Жақсы көрместен. Оны біз жақсы көреміз. То есть Аллаға қатысты қалау деген бір мағына, бізге қатысты қалау деген бір мағына. Енді қазір мен Алланың қалауы, бұл педофилдің болуы деген кезде адамдар бізде қалай қалау деген қолданылады, сол мағынамен түсініп тұр ғой, естіп тұр ғой. Алла Тағала жақсы көрді педофилдің болуын деп түсініп тұр да. Олай да емес. Бірақ ақидада бізде сен қалады деп айтасың. Ол жақсы іс-әрекет болсын, жаман іс-әрекет болсын, орын алды ма? Педофилизм болсын, басқа нәрсе орын алды ма? Сен айтасың оны қалады дейсің. Потому что
мынандай әңгіме шығады. Егер сен айтсақ, жарайды, сен ойыңша жаман нәрселерді Алла Тағала қаламады деп айтайық. Қаламайды да, мысалы. Бірақ педофилизм орын алып жатыр ма? Иә. Орын алып жатыр. Ол педофилизм қылмысқа кім барып жатыр жасауға? Педофил, иә? Ол қалап тұр ма қылмыстың болуын? Жоқ. Жоқ, неге педофил бар жатқан кезде ниет қылады ғой? Иә, қалап тұр. Иә, педофил қалап тұр ғой. Енді біз айтатын болсақ, жаман әрекет қой педофилизм. Алла жаман әрекетті қаламайды десек. Онда Алла Тағала күш қуат бермейтін еді. Жоқ, қаламайды. Алла Тағала қалайды педофилизмнің болмауын десек та. Бірақ педофилизм орын алып тұр да. Сол кезде бұл жерде педофилдің қалауы педофилизм болуы, Алланың қалауы педофилизм болмауы, бірақ педофилизм орын алып тұр. Сол кезде Алланың қалауы, ананың қалауына не? Шектеліп қалып тұр. Кішкентай болып қалып тұр ма сол кезде? Опасность сода. Болды. Мен енді түсініп отырмын, хотя талай рет естідім да сізден рилстар. Опасность сода. Жақсы көру деген Аллаға қатысты бір мағынада, қалау деген бір мағына. Қалау деген кезде орын алды деген сөз бізде болды. Бітті кетті. Жақсы көру деген мағына емес ол. Түсіндің? Мысалы, біз банкрот болып қалсақ, қарызға кіріп кетсек, біз Алланың қалауымен болды деп айтамыз деген сияқты. Иә, Алланың қалауымен болды. Алла Тағала саған зиян келтіруді қалады, қаламады деген нәрсе. Жоқ, оны айта алмайсың сен. Мысалы, жақсы көрді деп айта алмайсың. Саған жақсы көрді, саған зиян келгенін. Иә, деп айта алмайсың сен. Айта алмайсың. Бірақ Алла қалады оның орнын алуын. Егер бір, мысалы, біз айтамыз ғой, бір қайтыс болды. Иә? Алланың қалауымен қайтыс болды ма? Иә. Иә, айтамыз. Неге? Өйткені Алла Тағала жақсы көрді ме оның қайтыс болуын? Жоқ. Жоқ, әсте. Просто орын алды ма? Демек қалады. Жақсы көру мағынасымен түсінілмейді. Жақсы көру, жақсы көрмеу деген негізі Аллах Тағалаға ол Құранда айтылады ғой, мына нәрсені жақсы көреді. Иә, айтылады. Бұл жерде жақсы көру деген мағына хақиқи біз сияқты жақсы көру емес. Неге? Өйткені жақсы көру сам по себе слабость. Алла Тағала слабый сипаттарды қабылдай ма? Жоқ. Қабылдамайды. Сол слабость. Сен бізде айтады, иә, влюбленный хищник уже не хищник деген білесің ба? Иә. Слабость қой. Дұрыс па? Жақсы көріп қалған адам уже әлсіз адам деген. Бұл жерде Алла Тағала, енді Алла Тағала жақсы көру деген сөз қолданады, иә? Осы мынау салафиттерге де не зор отта. Жақсы көру деген прямой буквалистік мағынамен аударылмайды. Бұл жерде не жақсы көру дегеніміз? Алла Тағала оның рахымы және разылығы оның жәннатқа кіруіне себеп болды деген сөз жақсы көрді. Болды сол мағынада. Мейірім ғой болды. Мейірім дегенде біз сияқты мейірім емес, ана жүрегі жібіп, жоқ. Просто ол Алла Тағала оны лайықты қылды жәннатқа кіруге. Болды. Сол мағынада түсінеді. Мынау жақсы көрді, ренжіді, ашуланды деген бар ғой. Біз сияқты мағынамен түсінілетін болса, ол слабый, ол Алла мақлұқ деген сөз. Мысалы, Алла ашуланды дейді, білесің ба? Иә, ашуланды деген кезде не? Ашулану слабость па? Слабость. Енді Алла ашуланды десең слабость емес па? Жоқ, бұл жерде біз сияқты ашулану мағынасында түсінілмейді. Бұл жерде түсінеді Алла Тағала қаһары, оның жазасы оған келді деген. Мақлұққа келді. Болды сол мағынада. Жазасы келді, болды. Біз сияқты сезім түсінілмейді да. Енді қалай осылар Аллада басқа мағынада болатын болса, қалау деген тура солай да. Қалау біздегі мақлұқтың қалауы да Аллаға қатысы қалау, ол басқа қалау, ол просто іс-әрекеттің орнын алу. Понимаешь? Мен халыққа осы үш нәрсені как раз енді мен өзім өткенде айтып отырмын да, осы хайвайдың шығуы бекер емес, иә, Алла хаким. Бәлкім ақида маманы халыққа тануын Алла қалаған шығар деймін да. Чтоб халықта бір белгілі бір түсінікті қалыптастыру үшін да. Сол себепті де Құранды тәпсірді ашып өзің жалғыз оқыма деп содан да айтады деген ғой. Сен білмейсің, мен баяғыдан елге айтамын. Мен сол себептен бағана кісілер аударылып тұрғы түсінікті ғой деп ойлайсың да? Иә. Ол сен білмейсің, қайда әлі. Сен қарасай, Құранды қайда саған түсіндің? Менің кішкентай, мен какой-то әлі білім дұрыс қалыптаспаған адамы, кішкене бір ілімі бар адамды халық түсінемей жатыр. Ол мен шәкірттерім түсініп тұрмын. Сен Аяз атаны түсінбегеніңе не дейсің сен оны? Сен Аяз атаны түсінбеген ғой, елді. Мен саған өткенде түсіндіп бердім. Сен түсіндің ба? Сен что-то түсінбеген сияқты болсың, тағы да түсіндің. Түсіндім мен, нормально. Түсініп тұрсың ба? Сондықтан да өзің жеке исламда шагат етуге болмайды. Мен бағана адамдарды айтып жатыр ғой, мысалы, мынаны тыңдамаңыздар, мынаны неге айтып жатыр? Өткен мысалы Төребек ағамыздың шаруасы болды, иә? Ана шаруасы, мынау шаруасы, тағы да бір-екі адамды айттық. Неге айтып жатыр? Потому что исламның қатерлігі осыда да, сен қазір біреуді адастырып жібересің. Білмейсің сен не болып жатқанын. Сондықтан да үш мәселе.
бірінші Нұржан неге педофилді қозғады? Өйткені ол жерде педофилизм сұрағы болып жатқан және жақсылықта жамандықта Алладан дегеннен түсіндіріліп жатқанын. Екіншіден педофилдің болуы неге Алланың бар болуына дәлел деген сұрағына жаңағы жауап берген. Өйткені ол мәжбүрлі түрде болып жатыр. Кім мәжбүрлесе бұл демек Алла бар деген сөз. Үшінші, Алла педофилді қалады деген кезде жақсы көрді деген мағына емес. Осыны мен халыққа жеткізе алмадым, жеткізіп жатырмын. Лайк. Осы видеоны көргенде уже түсінетін сияқты. Иншалла енді анда рилс, даже сіз 4-5 минут рилста түсіндіресіз ғой. Соның өзінде мен өзім мен қабылдаймын деймін де болды. Бірақ анда бүйтіп түсінбеймін да, короче. Мен бірақ ойлаймын түсініп жатыр деп ше. Бірақ сөйтсем жетпей қалады екен. Жетпей қалады. Сонымен қазір жетті ма негізі? Қазір жетті негізі. Енді соны айтып отырмын ғой. Негізі бұны түсінсең, наоборот, сен көп нәрселер орын-орнына келеді. Чек өмірде сен көп нәрсе уже сен соғыс неге болып жатыр дегенге түсінесің. Сен уже неге кішкентай балалар ауырып жатыр деген түсінесің. Психолог деген темаға кіріп кетпейсің десең. Жоқ. Сен ақида бұл қойылады да. Четко ұстаз. Соны мен түсіндіре алмадым. Бүгін сен себепкер болып отырсың ғой. Осының алдында бір-екі подкаст түсірілген енді. Бірақ сенікі жаратын сияқты ғой енді. Прям осы подхайвай. Педофил Нұржан деп обложка оқып қойшы тағы да. Под педофилизм деп. Бұл еще мені қуантады ғой. Елдер ойлайды да, бұл маған бір қиын тиеді, альхамдулилля, Аллаға шүкір, менің семьямда түсінеді. Сонда беріп қойған ғой. Менің жанұямда түсінеді. Әйтпесе бұл давление ғой негізі пансам. Кәдімгідей давление. Папаң, мамаң оқып ойбай, мынау не отыр деп. Мен біледі да, енді ұстаздар біледі, шәкірттерім біледі. Мен Айдархан, мен қазақ десе жан беретін адам ғой негізі. Мен өзім шәкәрім танушымын. Мен білмеймін да, мен қалай қазаққа қарсы. Даже өтірік абсурд болғаннан кейін де спокойно жүре беремін да мен. Маған ләззат та бұл қайта. Жала жауып. Осы мені ашуландырам деп ойлайды ғой сізді. Я да, маған бірақ мен любой кісі біледі ғой негізі. Қалай ақымақ емессің ғой, жеті ата болмайды деп айтады. Қазір ана жеті ата тақырып келе жатыр ғой. Соған келе жатыр. Өткенде тарап жүр. Бұл, короче, бәрі неден шығып жатқанын айтып кетейінші. Әңгімен шығып жатқаны ана атеистер ғой. Қазіргі уақытта белгілі түрде енді лидер деп терминдік мағынасында емес, тілдік мағынасында лидер болып жүрген қазіргі атеистердің бір менау деген лидерлары жаңағы Ысқақ, SIQ, Ақылтай және Нұржан ба өткендегі Нұржан аға. Алланың қалауымен мен үшеуін де өшіріп қайтқам. Мен көріп отырмын. Үшеуін де өшіріп қайтқам. Каждый өз енді материалдарды кесіп, бүйттім, мен сөйттім. Осы жерде бір сұрақ қойсам болады ма сізге? Осы неден. Сол кісілерден, енді сіздің парақшаңыздан көремін, мен ол кісілерді қарамаймын, тиктокта өзім отырмаймын. Сол жерде мен ютубқа сіз салдыңыз ғой Нұржан ағамен ше, бағанағындай диспут сияқты. Видеолар неге салдым деген. Машинада тұрған кезде ше. Сол кезде ол кісі сізге видео салма деді. Жоқ, ол сізге андай өте жаман сөздерді айтып жатты да, балағаттап андай ауыр сөздер айтып жатты. Мен жаман ашуланып отырдым да экран артында. Сіз бірақ ол айтып жатқан жалыларына немесе бағана боғауыз сөздеріне вообще ешқандай эмоционально жауап берген жоқсыз. Сыры неде, не үшін сіз хотя бы кішкене аузына ие болсайшы деп даже хотя бы сөйтіп айтқан жоқсыз да. Мен соған таңқалдым. Мен саған Айдархан айтайын. Негізі сұхбаттуда сұхбаттасу мәселесі бар ғой, пікірталасу. Сол кездегі жеңілудің бірінші белгісі дейді, ол ашулану дейді. Мен оны біліп тұрған адаммын ғой. Ол уже өзін білдіріп қойған адам. Ол бір. Одан кейін ол жеңіліп тұрса, маған зачем оған жауап беріп? Екіншіден, мынандай сөз бар. Егер саған бір сыйлық алып келсе, сен оның сыйлығын қабылдамасаң, ол сыйлық сенде қала ма, ода қала ма? Ода қалады. Енді ол маған өзінің сыйлығымен келе жатыр ма, боғауыз сөзімен? Мен просто қаламасам оны, алып қабылдамасам, ол ода қала ма, менде қала ма? Қабылдамасаңыз өзінде қалады. Бұл зачем маған? Ол айта берсін. Бұл бір. Екіншіден, мынаған секіріп кеттік, мен жауап бере салайыншы. Көптеген көрермендер ана видеоның ішінде байқасаң, жоқ, қазір айтамын. Видеоны салма, деді. Мен салмаймын деген видеода көрдің бе сен сол кезде мен айтқам, салмаймын бұл видеоны, салмаймын. И кейде бір мұсылман бауырлар ғой мен жатады да, сіз салмаймын дедіңіз, неге уәдеңізде тұрмайсыз, мынау деп ше. Шартыңыз болды ғой сіздің өзіңіз. Соны мен айтпағым да, енді сен салмаймын деп тұрып, егер мен сол уәдемде тұрмай салсатын болсам, как минимум ана жерді қиятын едім да, енді Айдархан, енді ақыл жоқ па деймін да адамдар. Ана жерді қиып салмаймын деген жерді қиып барып салып қоятын едім, дұрыс па? Мен салмаймын деген сөзімен бірге салып тұрмын ғой. Значит, не деген сөз? Мен ол әңгіме қалай болды? Ол кісіге ана видеоны жасағаннан кейін
мен тұрдым да болды салмайсыз ба дедім, салмаймын. Салмайсыз ба деп сұрады, мен салмаймын, уайымдамаңыз дедім. Бірақ сіз не то интернетке жазбадыңыз өтірік дедім да. Соң ертеңінде тұрдым да әлі тұр, мен ойладым ол кісі кішкене қабылдайтын шығар исламды анау мынау деп. Сөйтіп ол кісіге жаздым, аға ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Ертеңінде аға видеоны салмаймын уәде бергендей, бірақ бір өтінішім бар еді. Ислам туралы интернет желісіне бұдан кейін жаман айтпаңыз дедім да. Әйтпесе видеоны салам дейін деп тұрмын ғой мен оған енді. Как раз исламды сөйлеткізбейін деймін да оған. Сөйтіп ол кісі ойланып тұрды да, сала берші деді. Өзі айтты. Енді ол ана неден қайтқысы келмеген енді кайфтан походу. Ислам жамандау ше. Күшті әңгіме кетіп отыр ғой. Еді, соны мен тұрдым да, точно ма дедім, точно деді. Болды, да салып беремін дедім да. Болды, ол бауырларыма айтарым. Екіншіден, тағы да өткенде қазір бүгін ашық несі ма, ашып беру мәселесі ма, кейбір бауырлар өстіп не деді. Нұржан сұраққа жауап бермеді, жаңағы ақылдайды. Сұрақтан қашып кетті. Иә, деген сияқты. Білмеймін деп өтірік айтты. Ол кім, Айдархан, оның сен ана о баланың сөз таластырын басқалармен тыңдасайшы. Ана Абу Закария деген бір жігіттермен сөз таластырған. Сөз бермейді ол. Ол ақиқат іздеп жүрген бала емес, ол сені сөз бермеу арқылы чуть кішкене момент ұстап қалды ма, соны кесетті ертеңсін. Вот мы Нұржана уничтожили ана. Сол әңгіме болайын деп тұрды ол жерде. Мен деген пікір таластырып жүрген адам ғой, мен біліп тұрмын оның ойын. Сондықтан да олармен кездеспейді. Мен кәлімгі деймін, менің кез келген атеистке, кез келген Қазақстандағы атеистке мен өзімнің азаматтық позициям арқылы артынан мұсылман тұрғысынан бұл жаңағы айтқандай, бұл мен муфтияттың атынан ресми өкілі емеспін, артынан сөйлейтіндей. Бұл мен Нұрбарак университеті менің идеямды ұстану міндетті емес. Бұл менің өзімнің жеке азаматтық позициям. Мен өзім Нұржан ретінде кез келген Қазақстандағы атеист болмаса, кез келген россиялық атеист болмаса, араб атеист болмаса, онда жаңа қандай атеист бар, мен ресми түрде шығуға дайынмын иншалла. Бірақ өзімнің мұсылмандық позициям артынан. Ешқандай ұйымның емес. Соны айтпағым. Сондай мәселелер болып жатыр ғой. Енді мен оның сұрағына жауап берсем, бұл қазір қашып кетейін деп тұр. Сондықтан мен сұрақ қойып ұстап тұрмын да. Сондықтан да ол көп қателесіп, олардың үшеуі де жеңілген жері осы да. Енді әңгімеге келетін болсақ, жетатаға, бұл жетата мәселесі, педофилия мәселесі неге шығып жатыр тарап аяқ астынан, Айдархан? Потому что мен бұл атеистерге конкретно кірістім. Кіріскеннен кейін анау ысқағында барып өшіріп қайттым, деп пайғамбар деп жүрген адамдар ғой ысқақты. Иә. Надан да менді. Негізі қазір сол тиктокта қатты адамдар прямой эфирға кіріп діннен шығып кетіп жатыр ғой. Ақыл жоқ, сана жоқ. Соны айттым ғой, адамдар сана жоқ. Шығып кәдімгідей басқа ұстаздарды көрмедім, неге шықпағанын мен түсінбедім ше. Енді басқа ұстаздар бәлкім басқа шаруамен занят шығар. Одан кейін әркімнің өзінің азаматтық позициясы ғой негізі. Мен өзім бардым. Қалған ұстаздарға енді белгілі түрде жұмыстарын жасап жүр. Мүмкін енді негізі былай келген кезде бәрін жаба алмайсың ғой. Көп ұстаздар, мысалы, үлкен ұстаздарды керек жоқ, жас ұстаздар бар бізде. Анау Ризабек, Ерсін ұстаздар өздерін жасап жүр, жас бала болып жүрмейді. Даже мен де негізі жас болып кірмесем де болады да. Менен кейінгі жігіттер кірісу керек еді да бұған уже. Бірақ енді үлкендер шығар. Понятно, неге шықпайды. Енді бала шаға, ол уже ел ағасы. Енді жастар, енді біз походу біз енді қалған жастар көп емес ғой қазір жас ұстаздар. Көптеген қазір шаруалармен, тірліктермен айналысып жүр. Енді мен уақытым бос болғаннан кейін барып мен айналысып тұрмын да. Осыны айтып тұрмын. Одан кейін бұл атеистер неге аяқ астынан да жетата. Бұл жетатаға видео білесің ба, қашан шыққан? Мынау педофилизм туралы видео бар ғой, 1 жылдан асып кеткен ғой. Тұрып ешкім істемейді да. Бұлар аяқ астынан осы қалай мен осы атеистерге кірістім да, анау ысқағында да өшіріп шықтым, Нұржанын да өшіріп шықтым да, ақылтайын да ақымақ қылып кеше өшіріп шықтым да, соларды бөліп желге таратып бастаған кезде бұк аналар да шықты ғой. Сол мені қуандыртатын нәрсе де, Айдархан, біздің диспуттан үздік алып келе алмайды ғой жеңдім дегенше. Қараш қаяқтан алып келіп жатыр. Басқа жақтан алып келіп жатыр. Контекстан үзіп. Потому что біліп тұр да. И одан кейін айтпағым, бұл жалпы
атеистердің болып жатқан нәрсесі ғой. Бірақ сонымен қоса тәңіршілдер бар. Мен тәңіршілермен де сұхбатқа түсіп, тәңіршілермен сөйлескем. Және салафиттер бар, өзің білесің, Иә. Кәдімгі бір адам дос қылды ғой шу. Мен өзім көрдім қалай салафит пен тәңірші, осы атеист, дұрыс қой, Нұржандікі дұрыс емес, кәдімгідей үшеуі сұхбат құрып, дос ретінде сөйлесіп отыр да. Мен енді жауы бір болып тұр ғой. как минимум енді менің ниетім мұсылмандарды әхлі суннаны матуриди мен ханафи мазхабын біріктіремін деген өзімнің мақсатым болатын болса, ол орындалмаса да хотя бы мына жақты біріктіріп жатыр екенмін да енді как минимум да енді. Бұл бір қаншасыншы болып кетті бұл уже. Мәселе не айтып жатыр едік біз? Жеті ата. Сондықтан да бұлар педофилизм видеосын шығарды және жеті атаны шығарды. Жеті атадағы видео түсіндіретін болсақ, Айдархан, мен деген жеті атамды мынандай бала кезімнен білетін адам. Менің атам математик болған. Менің әкем мына құрылыс саласындағы үлкен жерге дейін жұмыс істеген адам. Мен Алла кешірсін, мен айтқым келмейді, бір жаман отбасылар бар, бірақ мен оқыған отбасынан шыққанмын. Дұрыс ма? Мен изначально менің семьямда академиктер бар, менің семьямда профессорлар бар, математиктер менің семьям. Менің атам математик, менің әпкелерім математик, менің балам математикадан қазір олимпиадаға жеңіп жүр. Мен оқыған семьядан шыққанмын жалпы. Мен бір не емес матемет, түк көрмеген барып жеті ата болмайды деп айта салатын. Мен жеті атамен кішкентай кезде менің әкем тұрып сұратқызып қоятын. Жеті атаңды айт деп. Мен валлахи, мен жеті атамды жаттағаннан ерте басқа нені жаттады екен есімде білмеймін. Мен бірақ автомат түрде Нұржан, Айдар, Ерасыл, Ахмет, Қилибай, Жүндібай, Қосақ, Өмірзақ деп прям есіп айтып бердім. Жік. Мен шәкәрімді неге таңдадым? Мен докторлық диссертациям өзім таңдаймын ғой. Мен бір араб қыл болатын болсам, тақырып көп қой таңдай салатын. Мен шәкәрім атамды неге таңдадым мен? Именно қазақ маңызды болды маған. Енді келіп маған елдің бәрі мені осы деп таниды да. Енді келіп маған атеистер бұл жеті атаға қарсы деп видеоны монтаждап шығаруы маған күлкілі болды. Менің семьяда күлкілі болды. Нұр не істеп жатыр деді. Бәлкім кейбір ұстаздар бар, күмәнданып қалғанша мен ұстаздарға жазып жібердім, ұстаз ақымақ дейсіз ба мен дедім да. Мен өзім ренжідім, ол ұстаздарға қалай мен туралы сөйтіп ойлауға болады. Мен жеті ата үшін толып тұр ғой, мен видеоларым, кіші подкаст қарасаң, толып тұр видео, мен қалай жеті атаны қорғап жүргенімді да. Маған келіп заявлять етеді да, сен Нұржан өйстіп айттың ба анамды? Жоқ ұстаз, мен өйтіп айтпадым. Ол қандай видеодағы контексттен бұзылған? Так, ол видео мынау. Бір ислам тану деген канал бар. Ол өзіміздің бауыр канал, тоже атеистерге қарсы нетіп жүрген, өзі күш жұмсап, өзінің сарп етіп, өзінің ақшасын жұмсап, негізі бауырлар бар үшін менде көріп жүрген. Біз енді сыртта жүрсіңдер ғой, сендер негізі ол атеистердің әлеміне кіріп көрген жоқсыңдар, әйтпесе көп болғанда қазір жайылып келе жатыр негізі атеистер. Оған бәрібір де бір келу керек та, сөйлесу керек. Енді айтпағым, жаңағы не сұрадың Айдар? Қандай контексттен жұлынды? Исламтанудың видеода. Сол жаңағы бауырымыз атын айтпай ақ қойын. Ол сол келіп Нұржан ұстаз түсіріп беріңізші деп келіп, қоймай сүріп таратайыншы деп жарайды деп неге келдік подкастқа. Ол сұрақ сұрап отырды да мен жауап беріп отырдым. Ол тұр ана исламтану каналы, сен өзіңде көрсең болады. Сұрақтың басы былай басталады. Қазақтарда жеті ата бар. Сол исламға қайшы ма, қайшы емес пе деген. Тура өйстіп басталады. Мен әңгімені өйстіп бастадым. Қазақтар дана халық. Қазақтарды өзім жақсы көремін ғой. Қазақтар дана халық. Қазақтар бірден сен таңдаса, бекер таңдамайды. Дәстүр деген содан шығады. То есть фильтрация етіліп, дұрыс нәтиже берген жолды дәстүр деп аталады да. Біз алдыңғы аталарымызды зерттегіміз келеді. Неге? Өйткені біздің ойымша сол аталарымыз таңған жолы бізді қазір осындай жағдайға алып келді. Ол қандай жол деп білгіміз келе береді да. Бұны Халел Досмұхамедов айтады. Кешірім Міржақыпұлы айтады да. Тарих деген қалай болды дейді. Сен тарихты білуің керексің ғой. Молдалар айтады да кейбір. Шариғат дертіндер. Сен тарихты білмесең дейді, ертеңгісін қандай жол ұстанды, қандай жол ұстанбауды дегенді қаяқтан білесің сен деп ұрсады да. Тарих деген маңызды. Халел Досмұхамедұлы айтады, тоже алаштық ағамыз.
біз үшін жанын төккен өйстіп айтады да мысалы дейді ит дейді да кеп айнаға қараса дейді аф деп қаба береді. неге? өйткені ит өзін өз екенін білмейді ол. Иә. Адам дейді сен кеп айнаға қарайсың дейді да сөйтіп түзелесің дейді. Бұл не деген сөз? Сен өзіңді өзің танымай, өзіңнің тарихын танымай, сен түзелмейсің. Ал ана ит, сен егер тарихты оқымаймын десең, сен итсің да сен. Бұл сенің ешқандай өзегің жоқ та. Соны айтпағым, Айдархан. Контекст мынандай. Ол кісі жігіт бауырым сұрады, қазақ пен исламның 7 атаға қатысты қарама-қайшылығы жоқ па деген кезде мен мына жақта түсіндіріп жатырмын ғой. Қазақ дана халық. Өйстіп түсіндіріп жатырмын. Қазақ бір нәрсені таңдаса бекер таңдамайды. Егер 7 ата деп айтатын болса, демек шариғаттағыны білген да 7 ата қалып бізге қайшы кемеген деп жатырмын ғой. Неге? Өйткені шариғатта мынандай ғой, Құранның аятында рұқсат. Рұқсат деген сөзді білесің ба? Рұқсат. Можно. Иә, рұқсат үйленуге дейді ағаңның қызына дейді да. То есть двоюродный, ол қазір исламда проблема. Рұқсат дейді. Бірақ сахабалар, ғалымдарымыз айтқан, ол аят просто границаны бекітеді да, бірақ дұрысы алысырақ болған соң үйленесің деген сияқты. Енді мен айтамын да, қарай саған сұрақ қоямын. Қазақ неге шақырып отыр? 7 атаға. Иә, алысырақ болған. Иә. Шариғат бойынша қазақтікі дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Болды дұрыс. То есть шариғатта соны шығарып тұр да, 7 ата, 7, 8, 9, 10 атаға кетті деп жатыр да. Қандай қарама-қайшылық бар? Ешқандай жоқ. Қалай әкеле аласың сен қарама-қайшылықты? Мысалы, алып келуге тырысшы. Типа, 7 атанікі дұрыс па, әлде Құрандікі дұрыс па дейді. Мен айтамын, Құрандікі дұрыс, который 7 атаға шақырып жатқан. Өйткені бұл границаны бекітіліп тұр да, бірақ алыс болғандардың жақсы. Мейлінше алыс бола береді. Иә, оны айтып тұр, ғалымдарымыз айтып тұр. Бірақ сіздің анау рұқсат деген сөзіңізді жұлып тұр ма сонда бұл кезде? Сол кезде мынандай ғой, мен енді түсіндіріп келедім оны міне тура естіп. Қазақ пен Құран шариғат қайшы емес, қазақ дана халық бекер таңдамайды деп қазақты айтып берген кезде жаңа сұраушы бала естіді. Ұстаз деді, негізі 7 ата Тауке ханның 7 атаға үйленбеу деген бар ғой. Тауке ханның 7 жарғысына кіріпті ғой деді да, міндет болып. Значит, 7 жарғыға сол кірсе, оның алдында, значит, қазақтар үйлене берген болып тұр ғой дейді. Потому что неге кіреді ол? Егер үйленбей так болмайтын болса деп жатыр ғой енді. Иә. Мен осы кезде оны не деп алып келатырмын мына жақта? Қазақтар дана халық анау. Енді қазір получается қазақтар Тауке ханның алдында 7 атаны ұстанбаған деген идеяны алып келіп тұр ғой маған. Түсініп тұрсың ба? А мен қазақтардың таңдауы жақсы деп келе жатырмын да. Соның мен тұрдым да, жоқ, ол заңда болмау керек негізі дедім да. Мен Тауке ханның заңында болмау керек дегенді айтып тұрмын да. Соның мен күмәнге келтіріп тұрмын. Соның мен айттым, даже Тауке ханның заңында болғанның өзінде де, даже, допустим, оның алдында қазақтар үйлене берген болса да, 7 ата болмаса да. Иә, болмаса да қазақтар бәрібір де дана халық деген алып келіп тұрмын ғой. Бір аморально ештеңе жасап жатқан жоқ қой былай келгенде деп тұрмын да мен. Өйткені аморально нәрсе болатын болса, бізде де заңда тұру керек еді ғой ол деп жатырмын да қазірдің өзінде. Бірақ ол қазірдің өзінде жоқ болып жатыр. Значит, ол кезде вдруг, допустим, 7 жарғының алдында қазақтар 7 атаны ұстанбаса да, қазақтар дана халық болып қала беру керек қой. Мен айтып отырмын, ол аморально ештеңе істеп жатқан жоқ. Даже қазірдің өзінде 7 атаға заңда қасы жоқ деген түсінік қой, түсініп тұрсың ба? Абылар тұрды да, Нұржан, заңда 7 ата жоқ, демек болады деген чүк кесті да, фук жіберді да. Түсініп тұрсың ба сен мені, Айдархан? Қарасай қалай? Әңгіме жосқа. Жақсы болды қайта. Бұл 7 атаның шаруасы осы. Енді, 7 атамен және де бағана сізге жалып жатқан педофилия темасын толықтай ашық деп ойлаймын. Деп ойлаймын. Негізі тақырып бағанан басында айтып өткендей, атеистерге Құран мен сүннетке негізделмей, логикалық түрде атеистерге Құдайдың, Алланың бар екенін дәлелдеп беру соны. Тыңда. Уақыт аз қалды. Мен темам ғой. Айтпам, Айдархан. Мына салафит бауырымызға да сабақ болсын да. Олар ақылды өшіріп та Құранмен жауап беріп қойып, мен айтамын, ақымақ деймін. Сен қалай
құрандық құжат ретінде ғалымдарымыз айтады да, біз екеуміз бір нәрсе спорт етіп жатсақ, сен дәлел алып келуің керексің, мынау сенің айтқандай екеніне мен дәлел алып келуім керек, менің айтқанымдай екеніне. Біреуіміздің дәлелімізді жеңіп, сол тағайындау керек. Қашан дәлелмен жеңе аласың? Егер сенің дәлеліңді алып келген, мен де мойындасам. То есть белгілі түрде екеуміз де мойындайтын нәрсе болу керек. Менің алып келетін екеуміз де. Әйтпесе сен мен мойындамайтын нәрсені алып келемін, мен сен мойындамайтын нәрсе алып келемін, екеуміз тұра береміз ғой болды. Ортақ бір жүйе болу керек қой. Конечно, бір общий площадка керек. Оны ғалымдарымыз айтады, оны имам Насафи, Абу Баракат Насафи, Абу Муайна Насафи, Табсиратул Адилда, имам Матруди, китабы таухидта имам Матруди айтады, бұны қазір мен саған айтады, Сабуни имамға, Ләмиши деген бүкіл ғалымдарымыз айтады. Енді сен қазір салафит бауырым айтам да, Иванмен қазір болмаса бір мен немен христиан болмаса атеистпен Құдайдың бар екеніне спорт етіп отырсаң, дәлел алып келген керексің. Ол дәлел оның тұратын құжат болып қалдыру керек, дұрыс па? Иә. Құранды алып келіпсің, құжат бола ма ол? Жоқ. Мен айтамын, сен қалай дәлелдейсің? Сондықтан да Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам Фирғауынға барған кезде өздерінің кітаптарымен бармаған да ол. Фирғауынға барған кезде осындай идеямен барды. Сен құдай болсаң, менің құдайым күнді шығыстан шығарады, батыстан батырады. Істе деді. Бұл Құраннан дәлел ма, кітаптардан дәлел ма, әлде ақылы дәлел ма? Ақылы дәлел. Оны имам Ибн Мәлик деген ғалымдарымыз айтады. Ақылы дәлел әкеп тұр дейді. Қазір салафиттер мен вообще түсінбеймін да, мен қай хабар атыр олар. Жарайды енді олар. Бүгін атеистер темасында ма? Атеистер. Иә. Тәңіршілер, атеистер. Демек қазір біз ақылмен жауап береміз. Ақылмен неспроста. Мен саған басында өйстіп айтайыншы. Кім аты? Өміржан. Мен аудитория болмаса сөйлей алмаймын да. Өміржан қара. Ғалымдарымыз единогласно келіседі. Мен саған баяғыда айтқан бұны. 3 прибор бар. Бір нәрсенің дұрыс па, дұрыс емес па екенін анықтауда дедім. Ол не дедім саған? Ол ақылмен, одан кейін көп ақпарат келумен, сезім мүшелерімен. 5 сезім мүшесі дедік. Иә, 5 сезім мүшелері. Жарайды, көп ақпар, Лондон бар деген сияқты ғой. Көрмесек те бізге железно бар да, точно. Жарайды, оны алып тастаймыз қазір, бізге керек емес. Бізге қазір 5 сезім мүшесімен және ақыл қалды. 5 сезім мүшесінде не бар? Есту бар. Есту, көру. Көру, дәм сезу, ескеу, естау бар. Енді қарашы, мына есту бар ғой, қандай нәрселерді білу үшін анықтауға қойылған? Ақпарат. Естілетін. Дәмі арқылы білінетін нәрсе сен естумен анықтайсың ба? Жоқ. Дәмі білінетін нәрселерді сен немен? Тілмен. Ауызбен. Су дейсің, бұны сен көріп анықтайсың, болмаса естіп деген сияқты. Ескеп жоқ. Тура сол сияқты ескеуге ескелетін нәрселер. Ұстауға ұсталынатын нәрселер хақиқат. То есть әрбір 5 сезім мүшеге лично өздері не білу керек, сол арқылы білінетін заттар қойылған. Ақылда тура солай. Ақыл қойылған, білесің ба нені анықтау үшін? Өмеке? Ақыл дейсіз ба? Нені анықтау қойылған? Есту естілетін, көру көрілетін. Ақыл не үшін? Өз көкжиегінде білетін нәрсені анықтауға. Жалпы Алла білетін нәрсе. Мынау бар ғой, 5 сезім мүшесі, сонымен білінбейтін нәрсені білуге анықталған. Ол не материальный бар ғой, не материальный. Иә. Мысалы, бүгін подкаст шығарасың, жасап жатсың подкаст. Соған қанша күннен кейін дайын болады деп пландап жатсың? 3-4 күннен кейін. Одан кейін қай уақытта салам деп жатсың? Өзің салатын уақыт бар ма примерно? 6-7. Не үшін? Сол уақытта жақсырақ болады. Аудитория көбірек қарайды. Сен қазір қай жақта жүрсің білесің бе? Алматы. Болашақта жүрсің ғой. Жоқ, Алматы. Сен 3 күн алдыда жүрсің ғой. Иә. 3 күннен кейін видео. Сен 3 күн алға қарай немен бара алдың сен? Ақылмен. Болды, басқа ештеңе бара алмайсың. То есть ақыл бұл ғайып нәрсе бар ғой, который ескерілмейді, ұсталынбайды. Не болашақтағы, өткендегі, мысалы, мына здания тұр, сен зданияны көре аламыз ғой, сезе аламыз зданияны. Бірақ бұның салушысы бар ма, жоқ па? Бар. Оны немен анықтайсың? Ақылмен. Потому что ол көрінбейді қазір салушы, жоқ, ол ескерілмейді. Сен тек қана немен бекітесің оны? Ақылмен бекітесің. Енді Айдархан қара. Алланы бекіту үшін 5 сезім мүшесі керек па, ақыл керек па? Ақыл керек. Неге?
себебі сен оны көрмейсің, сезбейсің. Келмейді ештеңе. Келмейді. Тек қана немен табасың? Ақылмен. Ақылмен. Бұл как әлем зданияда, оның несі бар? Салушысы бар. Осы ақыл. Мына салушысы жоқ деп айтсаң, Ақымақтық қой, ақымақтық сен айтасың, қалай өзімен өзі. Тура сол сияқты әлем ғой. Өзімен өзі тұра салмайды ғой дейді. Иә, тура сол әлем. Енді қазір бізде оппонент. Енді бізде қазір 5 сезім мүше бар. Бұл эмпирикалық әдістер дейді. Мына физиктер білесіңдер ма? Физиктер не жасайды? Тәжірибе жасайды. Олар эмпирикалық әдіске сүйенеді. Құлады. Жүрді. Мына 5 сезім мүше бар ғой, болды. Осыған негізделіп тұр да. Енді олардың айту бойынша не көреді, не ұсталынады, не сезіледі, ол бар да, не бесеуіне қамтылмайды, ол жоқ дейді. Алла бізде 5 сезімге подавать етіле ме? Жоқ. Демек олар бойынша не болып тұр? Ол жоқ болып. Алла жоқ. Бұл материалистер деп аталады. Не сезеді, не бар? Көрген нәрсесіне ғана сенеді да? Я болды. Мен қазір официально, ресми, офишал, любой мұсылманға қару берейін деп тұрмын. Любой атеисттің алдында. Сіз айтасыз, ақыл құжат па, құжат емес па дейсіз оған. Ақыл құжат десе, болды, онда 100% ақылмен сен нені бекітесің? Құдайды бекітесің. Өйткені саған әлем мақлұқ, әлем жарылған екенін дәлелдесең болды, әлем жарылған екенін дәлелдеу спокойно жеңіл. Жарылған болатын болса, оның несі бар демек? Құдай бар. Жаратушысы бар, иә. Мынау сияқты ғой, здания бар, оның сен айтпайсың ғой, здания өзі пайда болды деп. 100% сен егер просто олар ақылды құжат ретінде мойындаса болды да. Мойындамаймын десеші? Мойындамаймын десе, біз айтамыз, атеистер ғой, иә. Енді қара, неге мойындамайсың дейміз, потому что ақыл қателеседі десек. Қаяқтан білді ақыл қателеседі? Өйткені кейде дұрыс айтады, кейде бұрыс айтады деп айтады, бір тұжырым шығарады. Тұжырымды немен шығарып жатыр? Ақылмен. Басқа шығарып жатқан жоқ. Біз айтамыз, енді сен ақылды құжат мойындамасаң, онда сенің ана тұжырымыңда ақылмен шығарылып отыр ғой негізі. Онда дұрыс емес тоже. Онда сен маған вообще әңгіме айтып тұрған жоқсың сен маған. Сондықтан да атеистерде мораль болмайды деген осы. Потому что мораль бұл абстрактный ғой, который немен түсініледі? Ақылмен. Салыстыра отыра. Ал атеистер, который ақылды жоққа шығаратын, оларда мораль бар ма демек, салыстыра ма? Жоқ қой мораль. Жақсы, жаман деген түсінік бар ғой. Бұл абстракция ғой, который жоқ, ғайып қой. Жақсы, жаман. Жақсы, жаманды әкеп бере аласыз ба? Жоқ. Жақсы, жаман деген ұсталмайтын не материальный болатын болса, оны тек қана немен түсінеміз? Ақылмен. Атеистер материалды ғана нәрсені түсінеді. Жақсы, жаман деген бар ма олар үшін? Олар үшін жоқ болып. Жоқ қой, сол ғой. Атеисте жақсы, жаман идея болмайды деген осы негізі. Әркім үшін жақсы жаман деген ойлап таба береді ғой. Жоқ қой, жақсы жаман деген. Жақсы жаман деген нәрсе үшін салыстыру керексің ғой сен. Олар салыстырып отырмаса ол не? Ол ақылда. Олар ақыл жоққа шығарып тұр да. Любой атеистке айтсаңыздар болады, ақыл құжат па, құжат емес па? Жоқ, құжат емес, ана мына деп айтпаса, ол уже немен постановка беріп жатыр саған? Ақылмен беріп жатыр ғой. Андағы сөзің қабылданбайды деп керек болды. Сен, мен вообще айтамын, ана кейбір атеистер айтады ғой. Сол кезде не? Алла тағала қалады ма не? Педофилдің болуын деген. Сен айтамын, сен неге сұрақ қоясың өйтіп? Саған не педофил жаман да емес, жақсы да емес, сен қоя алмайсың да сұрақ деу керек та. Енді сұрашы одан педофил жаман ба, жақсы ма? Не деп айтады ол? Жаман деп айтады. Қалай жаман? Не үшін жаман оған? Просто морально жаман. Мораль деген не ол? Барлық адамдар айтты, или ол барлық адамдар келсе педофил жақсы деп жақсы болып кете ма? Сол қоғамда жақсы болып кететін шығар. Онда нормально да? Вот сол да ол қалай алады түбін ол? Бұл вообще ақылға қонымсыз зат. Қонымсыз, кәдімгідей ойланып отырмын да қазір. Қонымсыз, сен любой атеистке барда әңгіме айта алмайды саған жақсы. Любой материалист атеистке барда айтшы. Неге жаман, неге әңгіме айтып тұрсың сен маған вообще? Сен кімсің? Бұл негізі атеистер былай келгенде сиыр ғой, мен өзім сиыр деймін олар. Неге? Потому что мысалы бір жерде бір кішкентай қызды педофил зорлап жатса, сен как мұсылманның қасына өтіп бара жатсаң, ол жақсы нәрсе жасап жатыр ма, жаман нәрсе жасап жатыр ма? Өтіп бара жатқан адам ба? Сен мұсылмансың, қасына өтіп бара жатсың ғой. Кішкентай қыз зорлап жатқанын көріп тұрсың, сен мұсылмансың. Ол сен үшін жақсы нәрсе жасап жатыр ма, жаман ба? Жаман. Жаман ғой. Сен жүгіріп барасың, не істейсің? Защит етесің ба? Потому что жаман. Енді айтшы, тот, который педофилизмді жаман, жақсы екенін дәлелдеп бере алмайтын нәрсе. Сен қазір любой атеистен барып тұрашы, жезөкшелік жақсы ма десең, жоқ деп айта алмайды саған. Гей, гомосексуализм бар ғой. Жақсы ма, жаман ма десең, жаман деп айта алмайды. Неге? Не үшін айтады? Мен бірде бір атеисті көрмедім гомосексуализм жаман деп айтқан.
Сен де жаман білесің бе неге? Лут қауым Алла запрет берген да. Мынау естіп бір атеистпен сөйлеп отырмын да, біз өзіміз неден дұрыс табамыз, сол дұрыс қой, анау мынау. Мен айтып отырмын, сенің бауырың бар ма? Иә дейді. Мамаң бар ма? Иә. Мамаң мен бауырың қосыламыз десе, сен қалай қарайсың деймін да. Жаман қарайды. Мен үйден кетемін. Мен айтамын, неге сен үйден кетесің деймін да. Сен айтып тұрсың ғой, өздері адам өзі не шешеді, сол дұрыс деп. Тогда ты не имеешь права просто бойкотировать етіп, типа мен кетемін деп. Сенің ойыңша ол екеуі өзі шешіп тұр, значит дұрыс болу керек. Потому что сен айтып тұрсың, адам өзі не шешеді, сол дұрыс деп тұрсың. Атеизмдегі вообще қазақ бекер айтпайды ғой, неден қорық дейді. Құдайдан қорықпағаннан қорық деген осы. Енді қазір педофил зорлап жатса, сен как мұсылман ретінде жаман іс-әрекет орындап отырсың, жүріп барасың, защит етесің. Енді атеист педофил зорлап жатқан кезде атеист кетіп бара жатады да, ол үшін педофилизм жақсы ма жаман ба? Ол үшін жақсы. Жаман да емес, жақсы да емес негізі. Педофил үшін жақсы болып тұр ғой. Жақсы болып кетуі мүмкін, ол без разницы болып тұр ғой оған. Потому что жаман жақсылық немен пайда өтеді ол? Ақылмен бекітіледі да ол. Ауыр ақыл жоққа шығарып тұр. Енді мен саған айтайын. Бұл как, например, мынандай ғой. Бір өткенде сұрақ қояды да, мысалы, бір атеист бар дейді да, постоянно елге көмектеседі дейді, бәріне. А бір мұсылман бар дейді да, алды ішінде жадный дейді да. Еще кішкене дұрыс емес, әдепсіз анау мынау дейді. Ислам неге? Енді ислам бойынша қайсы жоғары тұрады? Жаңа мұсылман ба, который кішкене зұлымдығы ба, әлде кәфір ма, который постоянно жақсы жасайтын? Мұсылман. Неге олай? Себебі ол мұсылман? Болмайды да бұл. Енді сен қазір атеист. Басқа адамға өтпейді. Конечно, сен менен келіп сұрап тұрған атеист та? Не дейсің сен? Енді сырттан қарағанда, иә, бағанағы адамдікі дұрыс сияқты болып тұр ғой, жасаған әрекетіне байланысты. Бірақ ислам не дұрыс дейді? Мұсылман дұрыс. Ислам логикалық түрде дұрыс дін ба? Дұрыс. Бұл невозможно просто так таңдалу да. Оны ислам босқа таңдап тұрған жоқ оны. Даже кейбір зұлымдықтар болса. Неге білесің ба? Жақсы болып тұр. Неге? Потому что мұсылман, ол егер өзін мұсылман деп тұрса, онда ол Құдайды мойындап тұрған адам, Құранды мойындап тұрған адам, және пайғамбарды мойындап тұрған, демек ол өзінің қазір жасап жүрген зұлымдығын дұрыс емес нәрсе жасап жүрген екен түсініп жүр ма? Түсініп жүр, иә? Значит, түсініп тұрып барыпты да, ода бір кедергі бар да, екінші рет, үшінші рет баруға ол да тұр да, ол Алла жазамды береді деген. Ал атеист, который жақсылық жасап жүрген, ол үшін ол жақсы ма, жаман ба? Ол үшін атеист жақсы жасап жүрген деп түсініп тұр. Ол біз үшін жақсы да, ол көмектесіп жатқан. Потому что атеист үшін ол Құдай айтып тұрған жоқ. Ол ертең өлгеннен кейін жаза, ол ертең өлгеннен кейін сауап алады деген идея жоқ. Ол үшін ол жақсы да жасап жатқан жоқ, жаман да жасап жатқан жоқ қой ол. Иә. Бұл жерде мынандай нәрсе тұрады да. Логика мынада. Бір атомный бомба тұратын, атомный кнопка тұратын болса, атомный бомба да, ана ел Қазақстан тұрса мысалы. Мұсылман тұрады да, атеист тұрады. Кімнің ана кнопкаға басуға қиналады? Бәрі адам қайтыс болады екен біледі. Мұсылман қиналады. Неге? Өйткені оған болмайды деген запрет. Ертең каждый жан үшін жауап беремін деген тұра ма? Иә. Атеист ше? Атеист баса салуы мүмкін. Сиыр ғой ол. Бұл как сиыр ғой? Дейді да. Басады да. Даже не болып жатқанын да қарамайды ол. Оған бәрібір ол. Жаман да емес, жақсы да емес. Деп кете береді болды. Понимаешь, атеизмнің неге жаман екенін? Елдер түсінбейді. Атеизм құрған нәрсе ғой ол. Атеизм қиын бұл. Атеизм қиын бұл. Күфір деген сөз білесің бе неден шығады? Тілдік мағынасы. Жоқ. Мойындамайтын деген сөз. Сен мысалы маған жақсылық жасасаң, мен айтамын ғой мойындап, оны жақсылық жасады деп. Бұлар енді қазір адам жүр ғой, кәфірлер. Жүр күнде асқазан істеп жатыр, су ішіп жүр, дем алып жатыр, өзі істеп жатқан жоқ. Бірақ Құдай жоқ деумен, ананың бәрін Құдай істеп жатқанын не істемей тұр? Мойындамайды. Болды сол кәфір деген мойындамау болды. А білесің бе не мұмин дегеннің мағынасы? Мойындау болды. Болды, басқа ештеңе жоқ. Керемет. Сондықтан да атеизмнің проблемасы көрініп тұрсың ба, неге күресу керек та? Ты чу? Атеизмге 10 адам қырдың, 100 адам қырдың, разница жоқ. Потому что жаман да емес, жақсы да емес. Ол өзінің өтірігіне сеніп жүре беруі де мүмкін дейсіз ғой. Мен саған айтайын, бүгінгі таңдағы атеистердің, маған өткенде бір шәкірттер сұрайды да, атеистерде не ұстаз? Не тұрған, Құдайды мойындамай тұрған. Енді көріп тұрған конкретно деп тұрды. Конкретно көрініп тұр ғой деген.
жоқ андай жаралғанын түсініп тұр неге деген кезде Айдархан каждый атеистті қарайтын болсаң өзінің бір фасық амал бар ғой, арақ ішу, клубқа бару амалы бар да тастағысы келмейтін. Ал оған ислам қоғам бар ғой, давить етіп тұр да. Дұрыс емес дейді айтып тұр ғой. Ислам оны дұрыс емес деп тұр, оны жақсы көретін нәрсесі. Көршілер бар, мұсылмандар, туысқандар бар. Енді оны жақтыртпайды ғой, каждый үйде даже туысқандар шетде кішкене естіп қаласың ғой, дұрыс па? Давление ма ол какой-то? Дұрыс. Ол бір қылмыс жасап жатқандай сезіне ма? Бұл ана амалын жасып тастай алмайды, оған лучше не? Ислам дұрыс емес деп айту ғой. Конечно. И тұрады да басқаларды шақырады. Неге? Потому что мына усул фихтанда мына ереже бар да. Егер қиындық келсе, көпке келетін болса, онда жеңіл болады деген бар да. Түсініп тұрсыз ба? Өз жүргеннен қарағанда біз 10 адам түсініп тұрып, исламның дұрыс емес деген күшті болып тұр да, кайфовать етеді. Подтверждение алып. Конечно. Тек қана просто нәпсілерінен қайталмаған адамдар ғой. Қалай айтпесе, қысқа сөз нұсқасы нәпсісінен қайталмаған адам ол атеист. Просто мен енді бәрі емес, енді мұсылмандарда бар ғой шығып қоятын, бірақ ол кішкене мұсылманды әйтеуір екінші шуге бір кедергі тұрады да әйтеуір. Екінші барып шығып қойса да үшінші шуге кедергі тұрады. Атеист ше. Онда кедергі болмайды. Ол сұралман. Достоинствомен жасайды да оны. Айдархан, мен саған айтайын, Шәкәрім айтады, қараш, Өмеке қараш, Шәкәрім айтады. Мен вообще атеисттер Құда жоқ дейтіндерді түсінбеймін дейді, Шанық кітабында айтады. Неге деген кезде, анау тост сөйлеп жатады ғой. Пәленсе жасасын, неменеге ол тілекті айтып жатыр дейді. Атеисттер дейді. Өйткені тілекті айтатын болса, бұл совестке негізделеді, ұжданға негізделеді дейді да, мысалы. Мен айтамын, Айдархан Айдархан бүйт, сенің денің айтып жатыр ма, әлде сенің ішіндегі ұжданың айтып жатыр ма? Ұждан ғой, совестің, давай, намысыңа айтып жатырмын да, тілек қой. Тілекті мен денең айтпаймын ғой, денең вообще. Материалистер, атеисттер ұждан деген мойындай ма бар деп? Жоқ. Неге? Өйткені ол немен ғана түсініледі? Материализм. Жоқ, совесть дегеніміз әділдік, ұждан немен ғана түсініледі дейді. Өмеке, ақылмен деді ғой, жоқ қой ол, ұждан деген жоқ қой ол. Материалды нәрсе емес қой ол, жоқ ол. Ол мұсылман ғана түсінеді да оны. Для атеиста ол ұждан деген жоқ ол. Понимаешь? Енді ол ұждан деген болмайтын болса, атеист үшін не бар, тек қана дене бар, панцирь бар, ішіндегі ұждан дегенді бар дейтін болса, онда ол немен, ақылмен танылатын нәрсені мойындап тұр ғой. Онда значит ар жағында Алла мойындау керек та, олар осы автомыз. Олар Аллам жоқ деп тұр ма, значит мынаны да жоқ деп тұрады да. Енді осы кезде Шәкәрім айтады да, олар ұжданды мойындамайды. Тілек деген намыс, совесть айтылатын дүние ғой дейді да. Кімге айтып жатыр оны дейді. Денесіне айтып жатыр ма? Егер денесіне айтып жатыр десе, қызық дейді да, жаны жоқ, рухы жоқ нәрсеге қалай айтып жатсың, ол әділдік деген нәрсені түсінбейді, ол жақсы, жаман деген нәрсені түсінбейді, ол ұждан ғана түсінеді дейді. Ал егер ол анаған емес, біреуге сұрап жатыр, сөйтіп қылсын, мысалы, Айдархан жасасын деген кезде, я Раббым, Айдарханды жасатшы деген мағына болатын болса, олар Алланы мойындамайды ғой, онда Аллаға да айтып жатқан жоқ. Мен вообще түсінбеймін оларды дейді ғой. Түсініп тұрсың ба? Әңгіменің төркінің логически вообще келмейді деп тұр ғой. Конечно, атеисттер вообще мен түсінбеймін, мен ол қалай ол жүрді ол мысалы. Андай непонятно ойын ойнап жатқан сияқты ма? Просто так бір-бірін алдап алып қойайық деп. Сол. Мен саған айтайын, Айдархан, атеист вынужденно, Өмеке, атеист вынужденно адамда выбор бар ма, жоқ па деген кезде қандай сұрақ жауап береді, білесіздер ма? Выбор жоқ деу керек. Потому что адамда выбор бар десе, жігіттер выбор, Айдархан, выбор қашан жасаймыз? Аға, выбор қашан жасалынады? Когда ол выбор үшін жауап береміз, автоматически жауап беру деген сөз тұрады артында. Жауап беру деген емтихан да ол. Емтихан деген ақырет деген тұрады да, уже автоматически да. Олар выбор бар десе болды ғой. Сондықтан олар дейді, детерминизм деген түсінік шығарады. Адамда выбор жоқ. Просто причина-следствие. То есть мұрат, мақсат деген жоқ дейді. Индетерминизм деген түсінік бар. Бұған қатысты қазір Алихан Бөкейхановқа көп адамдар жала жауап жүр, типа Алихан Бөкейханов жаңа детерминизм туралы жазды. Детерминизм дегеніміз бұл жаңа следствие-причинность, бұл философтар, кішкене атеист философтар бар ғой, солар санады. Мұрат деген жоқ, тек қана жаңағы следствие-причин, мақсатсыз. Себеп бар,
нәтиже бар, себеп бар, нәтиже бар, мақсатсыз деген сияқты ше. Сонда түсінікті қалыптастырған бұл Алихан Бөкейханов шығарған деп. Өйткені бұл Қызыл Қазақстан ба, соңында мақала шығады да, сол жерде Алихан Бөкейханов деп жазыла ма, сөйтіп тұрады. Бірақ негізі бұл Бухарин деген кеңес өкіметінің философы бар, который кеңес өкіметі құдай бар деме, жоқ дейме? Жоқ дейді ғой. Сол детерминизм идеясын қолдаған да ол. Бұл мен саған айтайын. Миға түсінікті болу үшін сондай ұғым шығара салады да, ол бар философияда жаңа қалыптасқан дүние ғой жаңа. Мен саған айтайын, мына алаш зиялыларында қазір кейбір адамдар ол исламға нанбаған деген екі түсінік байқап жүр, байқайсыздар ма? Иә, байқаймын. Білесің бе ол не деген екі түсінік? Действительно соған олар жазды деген бір атеистік санадағы мақалалар телінеді да кісілерге. Бірақ бәрі де 20 жылдан кейін. 20 жылға дейін Міржақып Дулатты, Шәкәрімді, Ахмет Байтұрсынов, Алихан Бөкейханов, Жүсіпбек Аймауытов бәрі ислам етті. Жүк 20-дан жоғары, короче, жоқ вообще. Бір-екі мақала бар. Міржақып Дулат дін мен ғылым дегенді Мұхаммед есекке отырып аспанға ұшып келіпті деген сияқты Міржақып Дулат жазды дейді. Бухариннің жазғаны, кеңес өкіметіндердің жазғаны. Просто енді сол кезде ғалымдарымыздың давлениеде жүр ғой. Сен қазірдің өзін мен қарасай, атеизм туралы әңгіме бастаған үшін білесің бе қанша звонок болды маған? Тәуелсіз елде, мұсылман елде жүріп та, жеп жібере жал. Мен қалай дедім, қалай дедім. Кімнен келіп жатыр звоноктар? Қалай ол? Не істейсің? Жалпы деді. Жоқ, сонда бар екен, мен саған айтайын, кедергі ғой кәдімгідей күресіп атеистердің, прикинь, кедергі кәдімгідей. Атеисттер звондап жатыр ма или? Атеисттер емес вообще. Кәдімгідей бір кісілер звондап қой, кәдімгідей қой. Мен айтамын, қалай? Тәуелсіздік елде деймін да, аталарымыз деймін да, жанын беріп кеткен бәрі өліп кеткен ғой негізі. Шәкәрім мысалы Құдайберді мұсылмандық шарты қазақ шежіресі деген кітаптарды жазады да 2013-те тағы да мақалалар жазады да 20-ға кезде жоқ болды. Жоқ, Саят қорасына кетеді да бұл жабылады. Почему? Потому что 2017-де патша өкіметі құлайды ғой. 1917-те. Қызылдар келеді ғой. Сол кезде біздікілер қазақ автономиясы құрамыз деп, қызылдармен біргеміз дейді да, ойлап қалды. Ахмет Байтұрсынов, Алихан Бөкейханов басшылығында, Міржақып Дулат, Жүсіпбек Аймауытов, жаңағы кім тағы да бірнеше адамдар, Халел Досмұхамедов бәрі тұрады да, жұматта Қазақстан автономиясын құрамыз дейді. Жер-жерде Қазақстан елдерінде қалдарында съездер құра бастайды. Өздерінің туылын жасайды. Сурет көріп пе едің? Сол жасап келген кезде кеңес өкіметі тұрады. Вы что творите дейді ғой, короче. Кеңес өкіметі қызылдар жеңіп алғаннан кейін бергеңдер дейді. Сен қандай сен сөйгеді автономия? Бұқ тартылады да қайтадан. Тік. Кеңес өкіметі қандай позициясында? Өйткені оның алдағы Ресей патшалығы кішкене олардың қасында дұрыс еді да, өйткені христианство болғанда. Кеңес өкіметі кетті, большевиктер деді. Құдай жоқ, адамның бәрі бірдей деді да. Бір сөз Құдай туралы айтуға болмайды. Бағана ғалымдар өздері естак алашордалықтармен косякта жүр да. Уже түрмеге қарап, сен олардың несі бар, показаниясы ба, не дейді, түрмеде отырған кезде жаздыртады ғой. Енді архивта қарасаңыздар, жылан келеді, жігіт айтамын ше. Действительно мужик екен да олар негізі. Мен саған айтайын, какой-то қазір тәуелсіздік Қазақстанда, мен қазір атеистерге қарсы жүрмін ба, маған қарсы қолдауға қазір ашықтан қолдап көрсетсем, ертеңгісін маған бәле ойым. Тәуелсіздік Қазақстанда да мен айтам, анау дін үшін бір әңгіме айтылатын адам өлтіріп атқан заманда Ахмет Байтұрсыновтар не деген мужик деймін да. Да? Ахмет Байтұрсыновтың показаниясы, анау абақтыда отырып, несі анасына хат жазады да, анашым дейді. Алла ғой прям. Анашым дейді. Алла жазды ғой дейді да, маған осы абақта отыру дейді. Мен неге қорқайын дейді. Өзім сияқты туған, мағынасы да ғой, өзім сияқты туған адамдар ғой мен дейді. Анау қинап жатқан. Мен неге қорқам олардан дейді. Ертең мен көріме не дайындағаным сол маңызды емес па дейді да. Алла жаса, анашым жолықтырсын мені дейді да. Сен мен уайымдама, анашым сондай нәрселер дейді да, айтпағым, Ахмет Байтұрсынов мужик қой.
действительно қазір өлесің деген кезде қыңқ деп прям қазір атуға кетіп баратсыз деген кезде қыңқ деп артқа бермеген ғой, до конца кеткен да. Ал қазіргі уақытта менің таныс қасымдағы жүрген бір жігіттер сөйтіп айтты ғой. Мен айтамын да, қолдау білдірмейсің ба десем, қалай қолдау білдірсем болады, анау ертеңгісін маған тиіспейтіндей. Мен айтамын да, тәуелсіз Қазақстанда алаштықтарға қарап мен жылаймын да, мужик, действительно мужик та. Енді қазір сол аталарымыз жанын беріп кетті ма? Қазір жүр мына ұрпақтары, кеңкелестер да, Алла кешірсін. Біз атеистпіз. Не үшін жанын қиды деймін да? Не үшін жанын қиды? Мен бір алаштықты көрмедім, прям атеист болған ше. Жоқ, мен көрмедім. 20-шы жылдан кейін Бұхары шатасқан адамдар да, анау әдейі шатастырғанда, типа Алихан Бөкейхановтың атынан шығарған жақсы да мақаланы қазақтарға өтеді да ол. Сөйтіп шығарғанда. 20-шы жылдан кейін кез келген атеистік идеяны, мақаланы біздің алаштарға телінсе, уже сұрақ белгісімен тұруы керек ол. Кез келген не сұрақ белгісімен тұру керек. Өзің ойлаш, ислам, бақ 20-да любой мен алаша зерттеушілер болатын болса, сұрасыншы. Мен сөзім подтверждаю, 20-шы жылдан кейін дақ тоқтайды да, бұл жоқ қой, короче, дін туралы. Анау жазған, мынау жазған, мынау жазған, бір поэмалар жазған, романдар жазған, романның ішіне тығып отқан қайта, кішкене. Ләйлі мен Мәжнүн кішкене тығып отқан да, чик айтыр. Анау, құдайым деп айтты деген сияқты темалар. Бұл уже саяси тұрғыдан ештеңе жазбаған да. Қырды ғой өткен, бәрі кетті ғой. Именно 25-ші жылдан кейін сразу бәрі кетті. Чик, 31-де Шәкәрім кетті, тоже сол жылдарда. 25-тен қыр Ахмет Байтұрсынов бәрін қырды ғой. Алихан Бөкейхановты қырды. Мен Мұржақып Дулатовтың досьелар бар ғой, негізі архивте жатқан, соны оқыған мен негізі. Прям естіп отырып, очный ставкаға отырып, так, сіз қай жерде болдыңыз, қай жерде, прям досконально қинаған ғой, короче. Жігіт болған ғой деймін да. Жүсіпбек Абайматов отымыз бәрі отырып шыққан ғой. Бәрі отырып шыққандар. Енді қазір сол жанын қиған аталарымызда кеңкелес та, мынау атеистер да жүріп, құдай жоқ, өз аталарымыздың жауының артынан еріп жүр ғой, по сути дела. Сол аталарымызды өлтірген адамдардың артынан ерушілер да енді. Не айтасың басқа? Айтпағым сол. Ұстаз, мына жерде негізі осы проблеманың шығуы ол өзіміздің алдыңғы ата-бабаларымыздың, алаш-зиялыларының қандай нәрсе жасап кеткенін, тарихты білмеуден деп ойлап отырмын да. Тарих білмегеннен мен жаңа айтып тұрмын ғой. Қазір мысалы мен айтпай ақ қояйын, басқаларды атеистерді да, атеистер оқымаған ғой, понятное дело. Даже мен өзіме қараймын, мысалы жанындағы бауырларыма қараймын, ойланатын, намаз оқитын, бірақ олардың өзімізде біз түсінбейміз. Мысалы біз қазір Алихан Бөкейханов не істеді деген нәрселерді кішкентай кезде әдебиетте үйреткен, бірақ ол жерде құдай деген нәрселерді алып тастаған ғой, өзіңіз білесіз. Роман дегендерді тықпалап былай өзіміз оқымағанбыз. Мен қазір оқып бастадым да, Қаныш Сәтбаевтың өмірбаянын сөйтіп оқып, мен мужик деймін ғой. Мужик. Біз сондай дәуірде майдаланып кеткенбіз деген ой келді да маған. Жоқ, сен қарашы, Айдархан, енді оқып жатсың ғой. Дін туралы сөйлесең, сен атыласың да. Сондай заманда дін туралы айтып кеткендер ғой. Қайтпай. Біз дін туралы Қазақстан елінде мұсылман, кәдімгі басшылық бар, полный свободада. Мен айтсам қазір әңгіме болмай ма маған деген. Алла, ертең мен просто айтып береді да бәріне ше. Маған қарсы сөйлеп, бірде сен етіп жүрген, кейде өзіміздің болған тарихынан қандай кітаптарды базовый мынаны сендер оқу керексіңдер, осыдан кішкене болса көкіректерің бүйтіп ашылады дейтіндей бір кітаптардың тізімін айта аласың. Біз енді қазір Дейл Карнеги, Стив Джобс деген сіздердің солардың ғана кітабын оқуды ғана көреді да, вообще күшті өтіп жатқан кітаптарды ғана оқиды да, былайша айтқанда шетелдік, батыстық. Ал өзіміздің қазақи кітаптарды трендтен шығып кетті былайша айтқанда. Соның
қай кітаптарды оқу керек, соны продвигать етейік. Мен бірінші айтқым келеді, қара сөзді оқу керек, бірақ қара сөзді түсіну керек. Өйткені сен ойлап қаласың, ана жақта мұсылмандар жамандап жатыр, бірақ мұсылмандар жамандап жатқан жоқ. Мына жақта бізде алаштықтардың бір проблемасы, молдалар, надан молдалар бар ғой, тарихты мойындамайтын, солар болғанда, сондықтан да олардың еңбектерінде ей молдалардың шақырып жатқаны дұрыс емес деп айтатыны надан молдалар, который тек қана өйстіп намаз оқып бол ештеңе керек жоқ, басқа ештеңе керек жоқ деп жатқан соларды шақырып жатады да. Ей сен, бұл иман тақлиди деп айтады да оларға. То есть сен қазір алланы даже ақылмен дұрыс бекіте алып тұрған жоқсың ғой деп ұрсады да ол молдаларға. Сол анау надан молдалар деген сөз солардан қалған да. Сол кезде біздің ол жаңағы біздің алаштық аталарымыз қарсы шығып тұр деген жоқ. Олардың ислам үшін сен ана мұсылмандар съезі деген бар. Мына патша үкіметі қирамай тұрып, мұсылмандар партиясын құруға Думада, Москвада қарағанға Алихан Бөкейхан Міржақып болып тұр, кәдімгі ат салысқан ғой. Мұсылмандар атын қарасайшы, мұсылмандар партиясы, мұсылмандар съезін жасаймыз деген ғой еще. Аты сол, мұсылмандар да бұл. Ол қарсы емес, ол просто анау надан молдаларға қарсы болды да. Өйткені олар, мен шәкәрімді еттедім ғой, шәкәрімнің түсінгенім, ол наразы болғаны атеистерге, наразы болғаны патша үкіметіне, атеист кеңес үкіметіне, наразы болған патшаларға, патша үкіметіне, наразы болды надан молдаларға да. Яғни бір сөзі есіме түсіп тұр, Қызтеке молдалар деп айтады ғой, кәдімгідей. Бәлкім, бірақ ол молдаларды айтатын сынайды бар. Бірақ мұсылман болды ме? Мен де сөз түсінбей қалдым, қалай өліп кетті деп. Бұл түсіну керек. Өткенде маған тағы да бір момент айтсайшы, өткенде бір жігіт айтып отыр да, осыны подкаст жасап жатыр. Сөз айтамын да, атеистер негізі бір адам 50 фейк аккаунт ашып алды да, бот бар мынандай, короче. Бір задание бересің да, яғни сол тик-тик-тик комментарий да. Соны біліп алды ғой. Бір жерден білдік, сөйтіп олар жасайды деп жатсам, ана жақта бір тыңдап отырған жігіт қойсыз мына өмекең сияқты. Дейді, түсіндім дейді. Негізі бүгінгі түнде таңда, то есть түнде деп бүгінгі таңда біз мынаған баға бере алмай отырық. Комментарияда кәдімгі адамның ойын өзгертеді ғой. Сен қазір видео көресің, несіне керексің тұрады? Комментарий. Сразу. И адамдар не деп жатыр, сен соған қарай. Фук, қалсасын. Бұрыла саласың да, сол позицияға. Оның атеистер жаман. Комментарийді отзыв сияқты қабылдайтын болған ғой. Жаман. Сен Каспиға кірсең де неге кіресің? Отзывқа кіресің. Қазір жаман атеистер соны біліп алған. Соны сен қолданған. Жестко. Ана мен видеома ұстап кірсең бәрі. Ана мұсылман бауырының өзі айтып тұрмын, мен естіп жүргеннің өзі мен де күмән таңып қалғанмын дейді да. Любой адам қойсын, мен де кіремін ол видео көресің. Аға айтыңызшы, біз не істейміз? Видео көреміз, не істей кереміз сразу? Комментарий. Сразу ғой, осы жерде комментария кірмейтін адам бар ма? А олар уже түсініп алғанда комментарий, ол сразу комментарий толтырады. Мен біз ана жақта майданда жүрген адам біледі да олар не істеп жүргенін ше. Проблема. Біз де қолданайық болмасам деп жүрмін. Сонымен түсіндіріп бермедім, ана жігіт естіді ғой. Вот ұста түсіндім деді ғой. Неге деген өйткені ой жиында да бауырлармен отқан ғой. Оған мен қасында бір жүретін жігіт қой енді. Қай сен Нұржан ұстазың қуып кетті өткенде деп. Жоқ ой нормально болса. Кірсейші комментариясына деп айтады дейді. Мен де күмәндандым деді ғой. Осал жері. Андай четкий ана адамдар көріп жатқан адамдар естігісі келіп тұрған шайтан ой тастаған нәрселерді олар комментарияға жазып жүреді. Сен өзің сразу комментарияға кіріп ойын қарамаршаққа өзгеретін жағдайларыңды ұмытып кеттің ба? Полно ғой. Полно. Көп. Бір товарды уже сен жақсы мақтап келгенде алайын деп кірген кезде пук комментарий көрген кезде онша емес деген ой невольно келеді да саған. Сол инструментті қолданып тұр ғой. Біз ол комментарийдің бағасын білмей жатырық та. Бұғай қарасаң сен қазір жүргізетін болсаң анализ. Осы жерде 4 адамыз ба? 4-еуміз де комментарий оқимыз. 100% коммент. Біз оны қазір уже кештетіп қойдық та, ау атеистер уже не? Уже біліп, уже давно уже озбаған да. Олар озып кетсе жақтан дейсеңші. Вот. Біз жүрік та ол. Сол бүгін біраз нәрсе ашылып. Кітапты айтып жатсыз. Қай кітап? Болды кітап. Қара кітап. Қара сөз. Абайдың қара сөздерін оқыған кеңес беремін. Бірақ түсіну керек. Мен мысалы өзім түсінбеймін. Түсінбейсің. Маған жеңіл не айтасыз?
жеңіл деген не Жеңіл жоқ қой десеңші. мен саған айтайын, Шәкәрімнің Құдайбердіұлының мұсылмандық шарты деген және Абырай Алтынсаринның мұсылмандық тұтқасы деген кітап бар. Идеальный кітап қой. Ақида сперва как положено, потом фихта. Кез келген қазақ баласын оқу керек. Мен сразу соны айтамын. Сонан кейін Шәкәрімнің қазақ, қырғыз һәм хандар шежіресі деген бар. Шежіре деп аталады. Соны оқысаңыздар болады. Негізі Мәшһүр Жүсіптің кез келген кітабын оқысаңыздар болады. Шәкәрім Құдайбердінің кез келген кітабын оқысаңыздар болады. Бірақ анандай өзіңнің меніңе анау исламға қарсы ғой деген келіп тұрса, түсінік сұра білетін адамдардан. Болмаса ол емес. Өйткені ол өз кісілер, мұсылман болған кісілер ол көреді. Сонан кейін қазіргі кей уақытта кез келген ғалымның қатысты, алаштық болсын, жалпы алашқа қатысы болмасын, Ильяс Жансүгіровтер мысалы алашқа қатысы жоқ, бірақ рухани, алаштықтың рухани ұстазы болды деп айтылады мысалы. Сол сияқты ұстаздардың мысалы қазір мысалы Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығының жинағы деген шығады. Абайдың өлеңдерінің жинағы, Мәшһүр Жүсіптің өлеңдерінің жинағы деп том-да специально шығарылған сөйтіп. Солардың кез келген оқи берсеңіздер болады. Просто атеизмге қарсы жазылған нәрселер болатын болса, исламға қарсы жазылған. Любойның датасын барып қарашы. Любойның датасы 20-дан кейін былай ғой. И одан кейін мен ана асыл түбіне барып қарадым да, негізі ол қазақ газетінде не болмаса Қызыл Қазақстан газетінде сөйтіп соғып телініп жазылғанда Әлихан Бөкейханов не болса Міржақып Дулат деп, негізі бірақ оларды жазды деген конкретно не жоқ та. Mesela Бұхарин деп айтамын неге қатысты. Әлихан Бөкейханов детерминизмға қатысты, жаңа мұратшылдық және себепшілдік деген мақалалар бар да, сол жерде ол Әлихан Бөкейханов жазды деп айтамаймын. Бұхариннің тура идеясы тұр орысшасында. Бәрі мұсылман болған Айдархан, өзің ойлашы. Алла зияларымыздың өмеке. Қазақтың қазақ болып ұсталып тұруына сол мұсылманшылық Дін ғой. дін. Қып-қызыл Айдархан. Айдархан, мен саған айтайын. Білесің ме, қазақтың қазақ болып ұсталып қалуына не себеп? Дін деп айтатынбыз. Өйткені орыс келетін болса, баяғыдан мұжықтарды кіргізіп араластырғысы келді, білесіздер ме? Дала уилаятының заңы деген шыққан негізі. Көптеген заңдар шыға бастады. Анау әрбір келген орыстың мужигіне осында десятина жер беріледі, мына кім деген христианскқа кіреді, оған кәдімгі қолдау беріліп сөйтіп Қазақстанға сөйтіп жүргізген да. Берілмей қойған ғой қазақтар. Патша үкіметі ала алмай қойған ғой. Кеңес үкіметі сындырды ғой, короче. Кеңес үкіметінің бірінші идеясы не болды? Дінсіздік. Вот только сол кезде кірдік. Патша үкіметі кіргізамай қойған ғой, шаршаған ғой, короче. Неге? Потому что мына кәпір деген бар ғой, түсінікші. Ол кәпір, ана кәпірдің саяғынан байқаңдар деп. Кәпір деген түсінік бар ғой, орыс ауылға келген кезде кәпір деген түсінік бар ғой, шошқа жеген шығар. Сол түсінік кіргізбей қойған ғой, короче. Просто мұсылман емес деген түсінік бар ғой. Қара қалай. Прямо. Ол кәпір оңбаған ғой, ол кәпір. Қазақ сөйтіп сөйлейді. Бірақ енді қонақ болып күте бересің. Нете, бірақ дін, бұныкін болмайды ғой жеуге деген сияқты. Болмаса, бұл кәп бір сестек кетуі мүмкін ғой деп, сондай идеямен бұл кіру оңай болмаған ғой. Мен саған айтайын, патша үкіметінің кезінде қазақтарды бағындыруға қатысты бірнеше бағдарламалар қабылданғанда, Түркістан губернаторлығына генерал губернаторлар тағайындаған кезде, жаңағы Батыс Сібірге қарадық кей уақыттарда, біз Батыс Сібір генерал губернаторлығына тағайындаған кезде бәрі бір Қазақстанда қалай бағдарлама деген программамен келіп отырды да, соның ішіндегі біреуі біріншілер басындағылар дінді жоққа шығару керек деді, дінді жоқ қылу керек деді. Бірақ дінді жоқ қыламыз деген бұны Түркістан жақта бір көтеріліске алып келді. Содан одан кейін келді, жаңа генерал губернатор келді, тіпті қателік болды алдындағылар деді. Ой, істеу керек емес деді. Яғни Бартальдардың еңбектеріне жазылатын Бартальдар Киргиз деген кітап бар негізі. Сол кезде айтады, ислам не надо алып тастау керек емес дейді. Исламды өзгерту керек деді. Бүлік жасау керек па? Жаңашыл, жаңа идеядағы бұл уже ескіріп кеткен, не жаңа өмір, жаңа даму деген жастар шығып жатса соларға қолдау берейік деген ғой.
не ол салт дәстүр деген ол ескіріп кеткен дүние, не ол деген жаңа шығып жатқан буындарға полный поддержка деді. Бірақ олар мұсылман болсын деді, короче. Сондайларға прям мен біз ана Москвадағы Ломоносов библиотекасындағы архивындағы қағаздарды алдық. Прям сөйтіп прям бағдарламаны пук деп. Тағы бір бағдарламалардың бірі қазақтардың қызын құрту. Қалай құрту? Қазақтар ол кезде орыстарға ештеңеге мұқтаж болмаған. Тек бір-ақ нәрседен мұқтаж болған. Медицина. Біз ана аяғын жырбаса, бүйшбаса, ана бақсаға барады, не барады деймін, болса бай шөппен, бүйтпен аулап медпункт аша бастады да. Яғни қазақтар уже медпунктқа келген кезде уже көмек бастады да. Көмекте. Сөйтіп қазақтар түсінді да. Енді сол кезде программаның ішінде жазылып тұрды. Олар қазір қазақтар бізде медпункт ақшада неден мұқтаж емес бар. Ол мал қазір көшіп жүрген ол қазақтар қазір ештеңе керек емес олар. Олар тек медицина мұқтаж ба? Давай осыны пайдаланайық деген программада жазылып тұр ғой. Біз сендердің қыздарыңды медицинаға оқытып, сендерде медиктер болады деген идеямен қыздарын алайық та, анаяқта басқа идеология мойындарына тығып қыздарына дейді. Жіберейік деген қайтадан еліне. Болды деген. Сондықтан да айтады, қандай да бір елді құртқың келсе несін құрт дейді. Қыздарын. Болды жетеді дейді. Мен қыздарға сабақ беремін ғой. Кейбір ұстаздар айтады да, қыздарға берген не ғой, ертеңгісін байға шығып кетеді анау. Полный бағдарлама емес ана сен ұл бала болмаса вложить етесің оны. Болашақта ғалым болады, ана оқытасың, бүйтесің. Ол қыз да ертеңгісін. Ол қаншама болады. Ана таңертең кешке оқытасың, ертеңгісін қыз да ол байға бұк деп кетіп қалады да. Бірақ енді мен сонда да мені қаймықтырмайды. Ол неге? Потому что әрбір қыз бұл белгілі түрде медресе ғой ертеңгісін. Бала бар ода. Қайта еркек ол ұстаз, еркек ол ұстаз бола ма, кейде кейбір еркектердің бизнесмен болады да ол. А қыз ол по-любому, не ұстаз болса ұстаз болды, ұстаз болмаса ол үйде ұстаз да ол как минимум. Невыгоряемый не да. Сондықтан да сіз білесің ғой қанша шәкірттерді қарап. Неге мысалы? Сол мен де шынымен сол сұрақ. Неге? Айдархан. Қыздарды тәрбиелейді. Ұлдарда бар ғой менде. Бар ғой, бірақ неге маңызды деп. Неге ұлдарды көбірек тәрбиелемейді деген сияқты ойлайды. Ұлдар менде көбірек бәрі сөйтіп ойлайды негізі. Бірақ менде ұлдар қолымда бірнеше бір топ ұлдар бар, артынан өзін тәрбиелеп келатқан, қаншауын шығардық та, қаншауы уже белгілі түрде үлкен жетістікке жетіп жатыр. Мысалы менің екі шәкіртім кеше неде Татарстанда әлемдер мұсылман мемлекеттер арасында жарыс болып, әлемдер Пакистан, Иран, тағандай Индонезия, Малайзия, мұсылман мемлекеттер ғой, Туркия бар, Өзбекистан, Қырғызстан, Таджикистан, Чечня, Дагестан, соның жарыстар бар да, соның ішіне Ханафи фихы мен усул фих бойынша менің ислам деген шәкіртім 3-ші орын алып келді. Машалла. Бірінші орынды Пакистан алған, екінші орынды Казаньда болған ғой, Татарстанда. Татарстан өзі алғанда 3-ші орынды Қазақстан алған. Өткен жылы менің Мұхаммед деген шәкіртім 93-ші орын алып келген. Өткен жылы бірінші орын Татарстан алған. Татарстан енді жасап отыр ғой жарыстағы. Екінші орын Түркия алғанда, 3-ші орын Қазақстан. Біз 2 жыл подряд Қазақстан тройкада тұрды. Ол Пакистан, Индия, Иран, Саудия, тағы не бар, Малайзия, Индонезия, Өзбекистан, Қырғызстан, сол ислам университеттерінің арасында жарыс. Мұны кеше. И Нұрахмет деген шәкіртім араб тілі, араб тілінен бірінші орын алып келді. Бірінші орын. Түсінбей тұрсыңдар. Кәдімгідей көрсетіп, 3 бала кетті ме, 2 алып келді. Өзім тәрбиелеп, өзім өйстіп. Нұрахмет сіздің шәкіртіңіз ба? Мен шәкіртім. Нұрахмет мен шәкіртім ғой. Нұрахмет деген менің қолымда 2 жыл жүрген бала ғой. Оны ұйқысы жаман да просто. Таңертең мен ана үйде беріп жүрдім ғой. Үйде беріп жүрген кезде ол үйге алып жүрді постоянно. Мен шәкірттер қиын бұрыннан үйде беретін, 4-5 жылдық үрдісімді өзгертіп, университетте қосымша сабақ беремін дедім да. Сонан кейін университетте таңертеңгісін бере бастадым да, таңертең. Ана үйге жүрген кезде сағат 9-10-да бастап жүрген. Сол кезде келіп жүретін да, таңертең бере бастаған екен. Үзілді оның сабағы, короче. Сонымен мен ұрыстым, сонымен анау болды. Сонымен ол Ибрахим Шағбан ұстаздың қасына жүрді. Әйтпесе оның алдында 2 жыл ол менде жүрген бала. Ол менімен Иътимад деген кітап бітірді, шатаспасам, Ләмиши деген ақида Ләмиши, ақида Ләмиши. Одан кейін усулы Шаши деген оқыған шығар ол, ана Хиядиятул Алайя деген бір еңбектерге оқып жүрген ол сол кезде. Рахмет деген ол өзім шәкіртім ғой.
Машалла. Кімде? Ислам дегенде оның алдында ислам жалғас деген бауырымызда оқыды 2 жыл. Одан кейін қазір 1 жыл менің қолымда 2 жыл оқиды да жалғас бауырымыздың сондай несі бар. Ол балаларды былай маған береді да. Өзі бақылап қарап жүреді, өзі сабақ беріп жүреді. Тағы да мамамен келіседі, ұсасын. Ол сөйтіп оқыды. Сол ол бауырымыздың үлесі негізгі основной үлес қой енді. Кейін ислам қазір 1 жыл менде оқып жүр. Усул фихты бар. Үшінші орын алып келді. Енді екеуін Алланың қалауымен ақылдаса отырып, сол таңдалып жіберілген болады негізі. Машалла. Керемет. Сөз подкастымыз біз ойлағаннан ұзақтау болды, бірақ керемет болды деп ойлаймын. Алла разы болсын. Енді басқа алдындағы подкасттардың бәрімен салыстырғанда жақсы болды ол. номер 1 болып кетті. Мен да ұнады бұл. Что-то действительно алдындағыларда тез болса екен, негізі тез жауап беріп кетейін деп отқан. Бұл жолы негізі действительно ашылып алдым десем болады. Машалла. Енді бұл негізі несі созбаған дұрыс еді негізі. Сразу под шумок та шығарып жіберген дұрыс негізі. Ол да қайырлы болған шығар. Бұл да қайырлы болып тұрған шығар. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Видео ұнаса емес, видеоны тарқатыңыздар. Таратыңыздар. Барлығы көру керек, білу керек деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Алейкум салам.